Флойд Мейвезер жүр ғой. Енді Флойд Мейвезер. Сондай бір танымал адамдарды түсіріп, не үшін таңдадыңдар, не үшін келдіңдер? Это бабки или что? 500 мың теңгеге ролик түсірдік. Бірінші видеоны бастаған кезде, бірінші заказдардың бағасы 500 мың теңге болды ма? Моргенштерн клипі болды. Клиптің бюджеті, если не ошибаюсь, $200 мың болды. Жаман қиналдым не деші, карантинде. Именно Шымкенттің проблемасы то, что халық түсінбейді видео, что это работает, что можно делать продвижение через видео. Видеография саласы көп ойлайды ғой адамдар, қымбат. На самом деле көп ақша керек пе для начала? Сен ше, қанша? 2 миллион, 2,5 миллион болған. Икан, кстати, расскажи. Икан, это Кокту, да? О, 5 мың теңге түсірмей атып бере салады жер. Болды, брат, сенем ғой. Андай проекттер бар, сосын миллионға істейсің и 10 мың теңгеге істейсің да? Миллион демей қойшы. 10 мың теңге істейсің и 100 мың теңгеге істейсің. Сөйсің да, 10 мың теңге сенің шарж береді, короче. Ал 100 мың теңгелік проект, все, тема дейді да, ақшаң сразу аударып жібереді. Ассалаумағалейкум, есім Марат болады, қош келдіңіздер. Бүгін біздің Шымкентте алғашқы подкаст, бұның темасы видеография саласы. Қазір барлықтарыңыз білесіздер, бұл сала өте қатты дамып келе жатыр, өте востребованный, және де мен өзім танитын, өзім құрметтейтін осы саладағы мықты мамандарды жинадым. Бірінші оң жағымда ол Данияр, Инстаграмда Дэн Гудман ретінде. Мен негізінде осы видео саласын бірінші өзім білген адамдардың бірі. Бірге проекттерде басында жұмыс жасадық да. Және де қазіргі режиссура адамдарды қаншама мен видеографтарын сұраймын, барлығы осы Дэн Гудман деп. Так что бірінші осы проектті жасаған кезде Дэнге хабарластық, сразу же келісті. Рахмет. Ар жағында отқан ол Ағарыс болатын болса, видео саласында уже тоже 3-4 жылдай айналысып жатыр. Қазір болатын болса FPV дрон дейді. Қазіргі получается. Үш жерге дронның кадрын қойып жіберсін. Мен енді FPV дронда негізінде простой халыққа айтамын, спортивный дрон деп айтамын. Білмеймін сол Негізінде спортивный емес. Спортивный. Үшеуі ғой направление. Гоночный, фристайл, там, синевук, деген. Мен енді простой тілде сөйлеймін, да? Мен былай видеографияны сендер сияқты точно білмеймін. И сол үшін сондарға айтамын адамдарға. Қазір болатын болса, сол салада, қалада номер 1 специалист. Егерде аспаннан күшті кадр керек болса, то это Ағарысу. Сол жақтан бізде болатын болса, ол Ула. Не болды? Да. Кока-коланы сілдімей. Ула десе, күніге 5 ролик түсіріп, түнде монтажын бітіріп, азанда клиенттер довольны қылдыратын жігіт. То есть сен сияқты өзің жұмысын фанатын басқа адам танымаймын. Шынды айтайын, то, что ты вот прям видно, насколько ты фанат своей работы, кайфуешь, занимаешься и можешь работать. И за это я тебя лично уважаю и очень хотел, чтобы именно сен осы мен дәл қасында отырсыншы деген. Да. Сөйтіп просто негізінде оборудованиені көбісін сол әкелді, сол үшін сөйтіп мақтап жатыр негізінде. Это же маркетолог қой. Да. Я просто так не холит. Да, сериалдар түсірген біраз деген жұмыстар бар, ол туралы айтып өтеді. Ең сол жағында біздің арамызда ең жас, но қазір өзінің жасына қарамай Дәурен дейтін жігіт. Қазір уже Қазақстанда өсіп кетті дейді, Дубайға көшіп кетті. Да. Портнягин мен, там Флойд Мейвезер. Я енді танымаймын, Флойд Мейвезер жүр ғой. Енді Флойд Мейвезер. Сондай бір танымал адамдарды түсіріп, қазір болатын Қазақстан туын Дубайда көтеріп, дамып, сондай креативный балдардың бірі. Бірге біз уже 3 жылдай бірге жұмыс жасап отырмыз. И еще Аза бар бізде. Аза, Жайна, Қасым, барлықтарыңа рахмет. То, что осылай көбінесе негізінде сендердің жұмыстарын сендердің түрлеріңді білмеу мүмкін да, потому что всегда сендер за камерайсыңдар ғой. Бірінші подкастты бастаған кезде мендегі ой сол болған. Давайте именно за камерадағы адамдарды былай шығарып, геройларды көрсетейік дейтін ой. Даже до того бәріміз видеомен айналысамыз ғой. Біреуіміз камераға қарап деді. Ялып отырсың да? Жоқ. До того. Енді сынап тұрғана клиенттерін несін. Бәрін айдасың камераға. Үйреніп қалыңыз. Қарамайсың ғой камераға. Бірімізге қарап отыр. Мен бір рет қарап қоямын, қалай. Запись кетіп жатыр ма деп. Қызыл кнопка жанып тұр ма деп па? Да, особенно Жайна жақтан да қойсай. Давайте негізінде осы саланы не үшін таңдадыңдар, не үшін келдіңдер? Это бабки или что? Мен айтасам, бұрында
бұған дейін мен фотограф болғам. Бір қанша? Бір 5-6 жылдай. Енді фотограф ол кезде 20 мың теңгеге той түсіресің да. Ақтамайды, 5 той түсіресің, еще 30 мың теңгеге түсіресің, альбом жасайсың, 10 мың теңгесі. Ола каталогын қоятын заты. Винетка түсірдім, басқа да андай бір распечатка жасап, ауылда сурет шығаратында. Ең қызығы, ауылда мен 10-15 теңге суретті 200 теңге сата аламын да садикке барып. Шымкентке келіп соны істейін десем, 200 теңге ешкім алмайды да. 30-40 теңгеге сатамайсың ғой. Конкуренция ма? Конкуренция ма, или мына жақта рынок жоқ па, басқаша да. Сөйтіп, одан кейін дизайнер болдым. Графический дизайнер ет жасап, бір 2 жылдай ма жұмыс істедім. Енді қарайсың ғой, объемға қарайсың, мен ақша жағынан қарадым да сол кезде. Әрең дегенде 100-150 мың теңге табатын фотолог. Айына. Енді ойлайсың да, миллион қалай табуға болады деп. Бір күні енді достарыммен бір келісіп, андай ой келді. Сөйтіп, видеосфер түсіріп көрейік деп. Сөйтіп, кредитке алдық, енді 2 миллион теңге оборудование алдық та. Сөйтіп, бастап кеттік бір заводқа не түсірдік, 500 мың теңгеге ролик түсірдік та. Сол кезде көрдім, әжептәуір ақша табуға болады екен ғой деп. Пауза можно? Сол кезде сен бірінші видеоны бастаған кезде бірінші заказдардың бағасы 500 мың теңге болды ма? Сразу 500 мың теңгеге заводқа келдік та. Сөйтіп айттық, 2 миллион теңге болатын болса, өзі 4 заказ алсақ, жауып тастаймыз ғой дедік та. Сразу рисковать еттік. Сөйтіп ана завод жабылды дейді ғой. Жоқ, завод қазір. Енді завод сол жерде бір қарыздар қалып кеткен еді. Соны екінші ролигін түсіріп берейін деп жатырмын да. Сол роликке олар бір рет сұрадым да, қалай болды? Сонымен әлі продажа жасайды екен да. Бірінші ролик. Оны біз 4 адам болып істегенбіз. Монтажын басқа бала жасады, мен съемкасын жасадым. Ана жерде уже команда болдыңдар. Иә, сол кезде команда болып істедік та. Мен монтаж жасай алмайтын едім ол кезде. Сөйтіп съемканы істей аламын деп қойған, бірақ түсіре алмаймын да. Түсірем, ана жерде короче облом болады ғой. Білмейсің да қалай түсіру керек екенін. Пересвет па, суретке үйреніп қалғасын, RAW файлға түсіріп, оборот жасай бересің ғой. Ана жақта суретте 18 бит дегенін білмейсің, S-Log деген білмейсің. Ол кезде только рек қой. Ректі басып. Авто. Керек емес. Автода білмейсің ғой. Керек емес, оборудование алып алғанбыз ғой. Крупный план түсіреміз деп, 200 миллиметрлік ондай да. Сөйтіп, қолданбайды екенсің да. Бәрін 50 миллиметрмен түсіріп шықтық. Сөйтіп, одан кейін енді заказ бола ма деген, заказ болмайды екен. Ары қарай іздеу керек екен да. Заказ өзгемейді екен. Семейде екен. Сөйтіп, 3 ай бойы бізде заказ іздеп кризис болды. Короче, одан кейін барып заказдар келе бастады. Өзіміз шықтық та басқа. Индустриальный зоналарға бардық. Түсіріп берейік деп, түсіріп бергеннен кейін, давай сендер істей аласыңдар ғой деп, сөйтіп заказдар шыға бастады. Ең бірінші монтаж жасағаным, біз Мараттармен тауға барғанбыз, бір Юпрожекс саласында. Сол кезде монтажын мен жасап көрейінші, бір бала түсірген еді, бір фотограф кадрлар. Иә, дастан түсірген еді. Сол кезде монтажын мен жасап көрейінші дедім. Істегенін бәрін ұнады да, содан кейін өзім ары қарай монтажын, съемкасын өзім ары қарай үйрене бастадым. Содан басталды менде. Супер. Сен де шығармыз. Если вы не видели, визит Шымкент топ. Осы жерде визит центрдің кадрын қойып жүрші азы. Қазір LED экрандарда жүріп жатыр ғой. Оны түсірген мен десе. Ағар сенің кадрларыңда бар ғой? Мен видеоға келгенімді айтайын ба? Так, мен бірінші КВНчик болып бастағам негізі университетте. Шынымен ба? Иә. Универде двукратный чемпион болғам КВНнің. Вообще видео деген тема ойда жоқ. И сөйтіп КВНнің видеосын өзім түсіріп шыққам. Короче, өзіміз түсіріп, монтаждап, сол жерде үйреніп, сөйтіп монтаж миымда қалып кетті да. Ютубтан көріп, достарымнан сұрап. Сосын телефонымды сатып, камера алып, балдар ақша қосып, бірінші камера сатып алғам, 120 мыңға. Сөйтсем ол фотоға түсіретін камера екен, видеоға емес. Бәрінің қателігі дейсің ба? Иә, сөйтіп кейін видеоға арналған камераны осы Дэн көмектесті маған, полный. Мен басына Дэн деп тұрғанға мен корейец деп ойлағам, Инстаграм. Я, кстати, он тоже. Енді корейец деп ойлап орысша. Мен орысша қиналып жазам, сөйтсем жолығайық деп жолықсам қазақ кісі келіп тұрды. Сөйтіп кіріп кеттім. Көп нәрсені осы Дэннен үйрендім, Дэннен сұрап. Супер. Сізде ше? Сіз 2013-те бастады дейтін рас па? Я негізінде история былай болды. Чина Киіз деген бар бізде. Таниды, біраз Шымкентте, Алматыда біраз адамдар таниды. Байлермен қатты араласқам, тоже рэп-оққам мен. И біздің арманымыз еді, клип түсіреміз деп. И просто байлер тартады, массовка клипке жүрсей деп клип түсіріп жатырмын. Барсам, ана жақта Чина ең бірінші
фантом шыққан, короче, ақ қандай 3 ма, фантом 3 ма, сондай или 2 ма, advanced па сондай бір бәле, короче. И қолына алып, сонымен клип түсірген ғой. Потом клипті көрген кезде мен ойлаған ғой, а біздің рэперлердің арманы постоянно клип түсіру ғой. Мен ананы көріп ойлаған ғой, бля, маған керек ол, мен де клип түсіремін деп ше. И мен просто сала салдым OLX-ке объявление. Аэросъемка Шымкент деп. Вообще болмады. Басқа объявление бар. Ал менде дрон жоқ, Алматыдан звондайды бір компания. Таразда, Шымкентте ана Казпром Холд деген до сих пор помню, түсіру керек аэросъемканы. Негізінде дрон жоқ. Иә. Объявление тұр. Бопты 150 мың. Таразда Шымкентскийсің. Иә. 150 мың деді. Давай жіберді сразу 150 мың. Кредитке алып дронға түсіріп жүрдім. Той мой видеографтың темаларын. Сол кезде сен дроннан бастадың? Иә, даже тойларды, короче, дронға түсірдім. Даже қалада біраз фотографтар бар, жұмыс істейтін. Мен көрген кезде жаман күлгенше маған қарап, амаға главный төлеп жатыр ақша. Ана жақта мат нельзя да? Можно? Кешіресіз. Ана жақта мысалға ронин деген понятие болмады даже сол кезде ше. Ана камерада стабилизация бар еді. Ең бірінші стабилизация ше. Сонымен түсірген кезде ноу-хау болғанда и заказдар жаймен кетті. Бірінші аэросъемка, потом аэросъемканы дрон. Соқыстың ба? Жоқ. Обычно бәрі бір соқсы алады. Мен квазым ұрып қой дронмен. Сондай болған. И все как-то само по себе кетіп қалды. Енді Шымкентте ақша көп таба алмайсың да. И видеография, и режиссура, и клипмейкинг. Оған келеміз. Оған келеміз. Давайте, Дәурен. Мен вообще 2017-тен бастап мен эдиторға қызыққам. Там аниме, там бір бәлерден. Сөйтіп VFX жасай бастадым. Cybermonk деген бала бар, енді инстаграмда. Ну, қазір жігіт кісі уже. В данный момент... Ол кезде, короче, кішкентаймыз. Ол кезде ол эдитор жасайтын, мен сонымен сұрап, типа, мынаны братына қалай жасайды деп бүкіл эффекттерін сұрап алатым. И дальше юхак басталды Шымкентте, бум болды. Сөйтіп университетте бәрін шақырды. И мен Асылхан деген інім бар, досым. И сонымен бірге барып қатыстық. Бірінші рет қолыма камера ұстап видео түсірдім, сол кезде монтаж жасадым, реально уже видеолармен. И кое-как, короче, бір видеоны шығардық. И когда LED экранда көрсетті, сол кезде түсіндім, что полное говно екен видеоның. И сол кезден бастап қызыға бастадым. И, кстати, Тоқтарға рахмет. Не. Алимбеков, E-Projects несі. Первая поддержка содан болды, потому что вот юхак бітті. Инстаграмға кіріп Алимбековке жаздым, Тоқтар. Типа, давай мен саған тегін рекламалар түсіріп берейін. Бізге не бере аласың ба деген сияқты. Материалдар, анау деген сияқты. Материал? Аппровод берді. Бардық, таныстық, видеолар түсіре бастадық. И солай жай-жай бірінші SMM басталды шоқайсың темасынан. Потом E-Projects, потом Бартырға жұмыс істедіңдер ма? Кстати, бартырға. Ербол, үшеуміз түсіреміз. Қазір бартермен жұмыс істемейсің ғой, шашың. Дубайда бартер деген тема жоқ. Дубайда бартерная тема бар ма? Дубайда бартерная тема өте қатты дамыған. То есть, если хотите, вы можете типа просто машинаны арендаға бір айға тегін алып, оларға 3-4 ролик түсіріп бересіңдер, и это нормально. Осындай тема бар. Дубайға көшеміз ба, атасың, отнесеміз. Барып келейік. Да. Бізге баруға болады, қалай қазір? Дубайға барайық, Дубайда полный открытый виза. Сомен, короче. Дубайда. Өшіріңіз. Ешмен бір үлкен проект алып бар ғой? Барып бірге істей аламыз ба? Ну, Дубайда үлкен проекттер өте көп. Ең үлкен проект мен қатысқан ол Моргенштерннің клипі болды. Өлеңге. Но ол конфиденциально, пока что ешқандай не көрсете алмаймыз моменттерін. Ол тек біздің каналда дейді. Бугатти деген клип шығады жақында. Ну 3-4 айдан кейін шығатын шығар. Клиптің бюджеті, если не ошибаюсь, $200 мың болды. Вот, ну, приблизительно. Очень масштабный проект болды. Сенің расчетың бойынша ғой, да? Да. На глаз вид санан. Потому что Bugatti Chiron, там ешкімге... Романов Production, да. То есть Сашаның өзі. Қалай, тоқтай тұр. Мына жерде сен Дубайдан сен ешкім күтіп алған жоқ, дұрыс па? И сен Моргенштернді бірнеше айдан кейін жүрсің. Как это так? Для меня это кажется нереально.
моргенмен мен по идее дубайға бірінші рет сізбен бірге бұрыннан таныстың жоқ нет бұрыннан танимын онда. Алжир кезінде де қойсын. я сам по идее моргенға Я сам Моргенштерн. Моргенштернға мен подписан 2015-тен бері и мен оның қандай адам екенін білемін да бұрыннан бері. Очень крутой артист негізі, шоумен. И вот дубайға бірінші рет келген кезде бізде шанс болды ғой. 12 деген клип бар ода. Типа сон білмей сұрадың да. Вот, да. То есть біз возможность алдық клипқа түсуге как массовка ретінде. И мен сол кезде менде цель болды, блин, вот если оларға осындай доступ легкий болса, то есть командасына кіріп кетуге болатын шығар деп. Потом ақылдадық, потом келдік Шымкентке, қайтан Дубайға келдік. И негізі случайно танысып қалдым, екі бала болды, Фуат және Виталий деген видеографтар, оператор. Солармен таныстық, Инстаграм обменялись. Вкратце айтқанда мен Романов Продакшнмен дайрект ашықта менде. И мен соған жаздым, өзім ссылка видеоларымды жібердім, Floyd Mayweatherмен. Давайте мен сізге тегін бэкстейдж түсіріп беремін деп клипқа. Оқыды, бірақ жауап бермеді. И біраздан кейін продюсер жазды, Канель деген. Канель, ол 2020 жылы біз Назиман клипін түсірдік қой. Сол кездегі продюсер қыз. То есть сен Назиманы түсірген кездегі Шымкентте түсірдің ғой, да? Шымкентте бізбен жұмыс істеген продюсер, Дубайда біз, короче, қайтан кездестік, но уже онлайн емес, уже офлайн. Главный актер Миятаның несі, директор. Ну, короче, сондай не болды, жер домалақ. Макс қой, Вот, қайтып келдік. Иә, сонда да мысалы видеосферада бір проект жасасаң, өзің бір творческий беріліп, и сол кейіннен саған пайдасы келеді да. Менде де анандай бір не болды, бір тәжірибе болды. Біз анау 48 часов деген бар ғой. Соны кино түсірдік қой, біз Әке деген кино түсірдім. Мощно. Команданы жинап, беріліп, бір ай дайындалып, сценарий сөйттік та біз ана U-Projects-те бүкіл адамдарды жинап алдық, массовка 40 адам ба, неге бір ашсайын ба? Жоқ. Ош менің ауылым жақта бір неде Аққолдық деген ауылға бардық. Ауылдың аты қызық. Сонымен 2 машинамен бардық да, короче. И форма іздедік. Менің тематикам 45-ші соғыстағы да, соғыс 2 күн съемка жасадық. И соны біз енді ана жерде барлығы беріліп істеп жатыр да. Сөйтіп істегеннен кейін біз 48 часовтың несіне өтеміз, топын өтеміз ғой. Шымкенттің кинотеатрынан көрсетеді, Алматының кинотеатрынан көрсетеді, барамыз. И сөйтіп орын алған жоқпыз, бірақ соны көрген адамдар кейіннен маған заказ келеді, документальный фильмге. Уже ананы істегеннен кейін барды да. Сонда да бұл жақта бір жұмыс көрсететін болсам, біреу көреді да, бірақ 1 жылдан кейін или 6 айдан кейін сені ондай бір заказ келеді ғой. Қосат сенде де жаңа Назиманы түсірдіңдер, уже ана жақта Дубайда уже таныс болып тұрсыңдар да. Ең жақсы осы сфера сондай. Мен, например, осы енді медиа сфераға кірген кезінде особо көп нәрсе білмейтін тұғым. Для меня это чисто бизнес тұғым да. Чисто бизнес. И Астанадан пандемиядан келдік. И Дәуренмен как раз Тоқтар бәріміз жолықтық, таныстырды. Төлешев, иә. И Дәуренге айттым, видеоны жақсы түсіре аласың ба деді, иә түсіре аламын деді. Давай. Я новичок, зеркалкамен түсіріп жүрген балам. Ну дұрыс, то есть шанс болды, сен иә деді да. Бағаналек Назимасы меня тоже подкупила, по идее. Назиманы түсіріп атты как раз сол кезде, именно біз келген кезде. И мен айттым, давай, короче, камера таңда, мен саған камера әперемін дедім. Да, камера әпердік, и мы где-то қанша бір 30-40 видео негізі тегін түсірдік. Вообще үйренейік, дұрыс па? Оны өзіміз білмейміз, өзіміз түсірейік, үйренейік, и адамдар заметь етеді дегенде ше. Ешкім жазбайды ғой. Біз ойлағанбыз ғой, бір нәрсе қырып түсіріп жатырық дегенде ше. И мен ойлаймын, блин, кажется, мен бір фуфломен заниматься етіп жатқан ощущение болды. Өйткені бала-шаға, сен мен әке-шешең айтып отыр, сен жүрсің, саланы кардинально ресторанный делодан яққа ауыстырдың. И Несерьезно. Шымкентте андай да, мысалы істеп жатсың да, жақсы істейсің, бірақ саған хабарласпайды да. Білмеймін не үшін екенін хабарласпайды. Өзің бар арзан. бізде улы арзан заказдар жақсы көреді. Улы сіз 15 мың теңгелік роликтер түсіреді дейді ғой сен. Сол рас па? Жоқ, шынымен айтсам, мен жаман қиналдым неде ше, карантинде. Жаман қиналдым. Жұмыс деген вообще ноль болды. Сол күн менде Юлия деген Шымкентте жақсы ресторан енді. Команда жинайды. Бекзат Молдакул жақсы досым мен тартады да. Осындай мен долемін деп айтады. Бір кафеде. Конкретно маркетинг керек деді да, короче. Не то, что 15 мың теңгеге. 5 мың теңгеге бір жолды түсірген. Но бірақ менің условиям былай болған, короче.
мен вообще пожизненный шынымен девиз ше. Қалай айтсам болады, маған Юля айтты, бір күнде 20 ролик түсіресің ба, мен саған 20 роликтің ақшасын бересің. Сразу же. Білет та, менде конвейер уже. До того я привык работать часто и много до карантина. Заказдар көп, аптасына примерно 10, понимаешь, как видеограф. И сонымен 5 мың теңге мен түсірдім, не то что 15 мың. И с другой стороны, бізде Шымкентте былай мықты ресторан ше, мықты. Өте мықты ресторан. Соған барасыңдар, мысалы, менде фудсъемкада жақсы получается. Я сам так считаю, фудсъемка. Я тебя там заметил. Барасында көрсетесің, короче, міне осындай тоже қиында свет келесің, светпен келесің, қара фонмен келесің, айтасың, қанша болады, 150 мың деп айтасың да. Конкретно айтып жатырмын, 150 мың айтасың да. Анау ақшасы бар да, бірақ айтады, шындысын ба, 150 мың ол екі техничкамен зарплатам дейді. Қалай? Топовый ресторан ол негізінде. Сөйтіп айтады да. Түсінбейді. А в Алмате совсем все по-другому. И поэтому адаптация ол кәдімгідей к условиям. Мысалы, менде тоже мықты режиссерлар бар, которые оларға вообще они не понимают видеографию ше. Мысалы, видеограф кім, ол вообще басқа тема. Даже тот же мастерская Исаева деген танисыңдар ғой. Убей в себе видеографа деген ше. Но бізде Шымкентте мысалы камера алу керек, дұрыс па? Свет алу керек, объектив алу керек, осыны алу керек, командаң жоқ. Бәрі өзің не істейсің, Каспиге кіресің, дұрыс па? Или қарызға ақша аласың, сол үшін ақша табу керек. И сонымен уже подписываешься на все, что угодно, чтобы для начала закрыть кредит. Ну, соғанда Құдайға шүкір. Я считаю тем, что я раньше снимал даже, говорю, по 5000. Не то, что 15 мың. Рука нарабатывается. От того, что, мысалы, бір айдың ішінде сен 30 ролик түсірдің, или 6 айдың ішінде бір проект түсірдің, и как оператор, кто лучше, это, наверное, будет тот, кто 30 роликов снял. Потому что мен өзім сондаймын, мен түсіремін да, короче, монтажға отырмын, бәрін өзім жасаймын. Алматыға бардым, фудсъемканы көрсеттім, маған айтады, кім бояды? Мен боядым. Кім монтаж? Мен. Звук кім? Мен. Түсірді кім? Мен. Бәрі. И олар в шоке, да, короче? Жоқ, монтажда же, вот к чему я говорю, монтажда отырамын да, и сам себе говорю, бля, мынаны не шлейіп түсірмедім. Бля, мыняқа бір источник света, можно же было поставить деп ше. Бля, мынаны бүйтіп істеу керек еді ғой деп. И от того, что сенде 30 ролик бар айда, уже потом ондай ошибкалар жоқ қой. И на автомате ровесің. Да, на автомате получается хорошо. На автомате ты смотришь, уже есть насмотренность, понимаешь? Вот мысалы для меня, я лично сам хочу быть оператор-постановщиком. Қатты ұнайды опер пост ше. Который не просто оператор, которому режиссер говорит, рэпті бас деп. Үлкен проекттерді көрдік, режиссер, который сам кадр ставит, өз видениені бермейді көрсетуге. Маған үйтіп керек, бұл соны бас деп айтады. А оператор-постановщик, режиссер отырады да плейбекті айтады, Ула, выстави кадр деп. Сен кадрды өзің қоясың, ол даже художникпен жұмыс істеп ше. И сол үшін лично я стремлюсь быть хорошим оператором. Вот видеография это просто, чтобы как-то жить, кормить семью, у всех есть дети. А так я с удовольствием бы поработать с крутыми режиссерами, как опер. И так уже работаю, но и здесь в Шымкенте. Супер. Дэн, сенде сенің көзқарасың, насколько я знаю, отличается, да? Менде де кішкентай заказдар болған. Жоқ, имеется в виду енді қазір, да? На данный момент. Да. Видеосы не қал жағынан. То есть, смотри, улы болатын болса, банали айына 30 конвейер ғой, дұрыс па? Сен болатын болсаң, тщательно таңдайсың ғой? Препродакшн тщательный. Қазіргі менде мынандай ғой, көбінесе үлкен заказ алуға тырысамын. Менде уақыт жоқ. Жаңағы семья болғаннан кейін сол жаққа көңіл бөлемін. Декреттемін мен қазір. Кішкентаймыз, өзіміз қараймыз. Содан кейін менде бір 2-3 заказ аламын айына. Өзім жаңағы асырай алатын. Сондай одан артық аламын да. Кішкентай да заказдарда істей беремін, үлкендерде істей беремін енді. Түседі. Негізінде мен реклама бермеймін ғой. Өзі келеді, мен күтіп отырамын заказдарды. По-моему, те, кто здесь сидят, ешкім реклама бермейді. Бәріміз сол. Я ол сапожник без сапог деген. Дұрыс айтты, бір проект жасасаң, может быть, через год, не сразу, соның арқасынан келеді адам. Көріп, ой, там сен болдың ғой деп. Я сол үлкен проекттер істейсің да, и сол істеген кезде андай қуанасың ғой. Біз ағарсы екеуміз Шымкент визитке ролик түсірдік қой. Айттық сол кезде
сценарий басқаша болды да, простой болды. Давай күшті қылып түсірейік деп, бәрібір соған күш кетеді дедім да. Сөйтіп екеуміз азан 6-тан бастап түнгі 12-ге дейін 2 күн сүйіп жасадық та. Сөйтіп андай қолдан келгенше артығымен істеп, не істеп берді жаңағыдай, әдемілеп істеп берді. Бюджет ондайға сай емес та. Бюджет аз. Вообще сай емес. Мен білем Бюджет аз. Бірақ качество. Ол таза показательный жұмыс. Мысалы ше, мы здесь никто не конкуренты же, по сути, сферада. Ну, жұмыс көп негізінде. Мен ананы көрдім да, ойладым, наконец-то FPV ұшып жүр. Бүкіл видеода интершум ше. Вот к чему окунаешься ше. Что такое интершум? Интершум — это звук, который там... Саунд дизайн. Саунд дизайн, бәрі толып тұр да. И мен ойладым, конечно, они много попросили. Но наконец-то біздің Чимкентте уже бар ондай адамдар, которые могут алматинское качество показать деп ше. Тура сол. Соға дейін менде өзімде бір не болатын, ой болатын. Шымкент туралы бір әдемі ролик түсірейінші деп. Мен ол негізі Шымкент туралы екінші ролигімді алдында біз Бақытқа бір қадам деген түсіргенбіз. U-Project аясында. И ол да мысалы форматы басқаша болды, түсіріп көрді, бірақ қанағаттанған жоқпын да даже. Содан кейін Ну тоже жақсы шықты. Иә, ол сол кезде жақсы шықты. Оны анау экраннан көрген кезде анау Ержан Мұқаштың дауысы әдемі не береді андай. Басисті дауысы. Мотивация береді да. Көресің да, бірақ жүрегіңе тиеді. Соңындағы кадрлар, адамдардың күліп тұрғаны бәрі әдемі кеткен да. Одан кейін түсіргім келіп жүрді. Енді түсіретін бір себеп болу керек та. Менде себеп болмаса түсіре алмаймын да. Ол кезде біз конкурсқа қатысқанбыз. Шымкентте бірінші орынға $10,000 деп. Соған тырысып 2-3 күнде түсірдік. Себеп болса түсіресің да. А себеп болмаса мен түсіре алмайды екенмін. Менде бір сұрақ бола ма? Вот мысалы, каждый ответим, да? Какая основная цель вот от видео, когда у тебя? Или ақша? Конечно, ақша это бывает. У кого-то приоритет больше ақша жағынан. Или по-творчески. Менде өзімде келетін болсам, мен оборудование жинаймын да. Ақша, значит. Ақша да менде қазір да. Аға да азарт қой. Менде ала бергем да. Карантин кезде менде заказ көп болды менде. Именно видео болмаса да, инфографика жағынан, дизайн жағынан сонда жасадым да мен. И менде маған если повезло десем де болады да. Бәрі ашып отқан кезде Бәрі ашып отқан кезде менде әжептәуір менде ше. Нормальный болып тұр. Даже плюс жаңағы новый квартирада, съемный квартира тұрамыз ғой. Новый квартираға шықтық. Көшкеннің өзінде миллион кетіп қалды да. Өйткені жаңағы кровать алдық, пылесос алдық, ол жақта жоқ екен, стиралка алдық, сонда да. И өзім шок еді, қалай келіп жатыр деп. И сөйтіп елеймін, кішкентайым туылған несібесі ма деп жағынан қоямын. И сөйтіп істеп сол жерде мен Амазонға отырып алдым ғой мен. Амазоннан мелочқа дейін заказ беретін, телефонның клеткасына дейін заказ беремін. Не көріп, қарап отырамын, қойып қоямын очередке. Бірақ кейінгі карантин біткеннен кейін ала алмай қалдым көп нәрсені ше. Уже менде басқа потребностьтер болды да уже. Жауып алғаннан кейін. Біз Түркістанда бастадық балдармен бірінші видеоны ше. Біз Unity ме? Иә, Unity фильм істеп, өзіміз основать етіп балдармен кредитке камера алып. Сол кезде бізде сіз айттыңыз ғой, ақша ма, творческий ма деп ше. Бізде опыт аз, оборудованиеміз онша емес, бірақ біз алған заказды творческийге тығатын тұғымыз. Короче, заказды алдың, оның болды, короче, түсіріп бере сал, ақшасын алуымыз да. Біз и опытқа, и творческийге, в общем, тема видео қылып, прям кіргізіп шығаратын едік, андай қылып, соған стараться ететін едік. Сол кезде мен қарап жүрмін жұмыстарын. Енді әдемі түсіріп келеді командамен. Анау ішінен бір болады андай белый зависть дейді, короче, қонасың да, өсіп келе жатыр. И бір кезде енді олар істей бергенде, мысалға да қарсы, конкретно жаратын еді да, уровень. Түркістанда номер 1 болып кетті да. Ауылым мен айтып жатырмын. Ты из Түркістана? Жоқ, Шымкенттің шеті, мен оқыдым Түркістанда. Оқып Түркістан. Медте ма? Жоқ, инженерде оқыдым. Сөйтіп, сол жақтың жігіттерімен 2-3 бала болып, команда құрғанбыз ғой осындай. Фильм істеп. Негізінде айлақта Түркістанда тоже бар. Илхома деген қатты түсіретін. Кеше ма мапаға айтқан. Көрсеткен сериалда. Постановкасы прям американский сияқты ғой, короче. Маған шынымен көрдім да, в шоке открытие было. А ты, брат? Видео бойынша ба? Иә. Менде изначально негізі видео чисто бабки ғой. Басында хобби болды. VFX хобби болды. Потом мен как раз work and travel'дан келдім, ақша таусыла бастады. И ақша табу керек.
как раз макимен таныстым. И сөйтіп короче иә ақша түсе бастады. Мен такой, о, жақсы ақша түседі екен, сол жаққа больше уклон бере бастадым. Но ішімде по-любому менде не болды, видеография это стыд деген ше. Потому что Шымкентте именно не еді, love story той түсіретін и еще андай 10.000 5.000-дан түсіретіндер бар еді сол кезде. Ну андай короче, сіздіңкі это качественный. Нет, у вас качественный. Я сейчас объясню свою тоже, брат. Не, у вас качественный, но там были андай это прям қарайсың и аласың да видеограф деп өзін атуға. И сондай ішінде тұратын. Но кейін Дубайға барғаннан кейін мен өзіме сене бастадым уже жай. И қазір в данный момент менде больше творчествоға уклон болып отыр, нежели бабки. Потому что ақша уже қатты қызықпайсың, көбінесе не. ақша жетеді. Өйткені ақша келіп отыр. Дубайға кет. Мен Дубайда, например, мен көп проекттер тегін түсірдім. Потому что маған чисто опыт қызық болды. Вот, иә. А Шымкентте жүрсең, по-моему, ондай проект жоқ қой көбінесе. Сол үшін адамдар көбісі уклон ақшаға кетеді да. Ну, потому что иначе никак басқа бізде не жоқ проекттер. Бізде мысалы оборудованиені арендаға аламайсың да. Өзің аласың, рентал жоқ. Бар адамнан сұрап. Даже мына подкасттың өзіне Иә. біз әркім өзінде не бар, сол нәрселерді жинап әкеліп. Бидешкамыз жоқ та, бірақ бидешка менде бар. Негізінде бар, брат. Мен Дубайда оборудование. Можно я теперь скажу, да, про творчество? Да. Я вот сол 5.000 теңгеден Тізе бердіңдер. можно, да? Жоқ, 5.000 теңгеден сол роликтерді от того, что досым болған соң ему снимаешь, как будто ол там 100.000 теңге берді, мысалы, или 150.000 теңге берді. И от этого хочется и показать творчество, хочется и показать свое видение, во-первых, ну и хочется деньги. Да. И я думаю, маған же бір режиссер досым сондай сұрақ қойды да, типа, что, Чимкент, сен өзің видеографияға кірдің, анау жұмыс істеуге болады ғой, команда деп Шымкентке кел. И қазір өзі Алматыға қайтып кетті. Говорит о том, что невозможно здесь без видеографии, ше? Да, и, конечно, очень сильно хочется, вот, наверное, где-то осы құдай қаласа бір жылдың ішінде, когда менің кредиттерім жабылады, когда там менде уже сәл команда, может там команда будет оператор, который будет заниматься мобилографией, видеографией, да, там мини-агентство по видеоуслугам, когда будет время, я бы с удовольствием занимался творческими вещами. Когда есть хотя бы заработок, ну, в 300 тысяч тебе капает, и я бы, честно, занимался бы творчеством. В основном документалка, документалистское направление и, наверное, творчество. Барлығымызға сол бір творческий істегіміз келеді да. И бәрі неге финансыға тіреліп И қалады. ол Шымкентте ол проблема. Шымкентте. Ол шынымды айтсам, Алматыда көп жұмыс істедім. Үлкен компаниялармен там. Именно Шымкенттің проблемасы то, что халық түсінбейді видео, что это работает, что можно делать продвижение через видео. Там, допустим, строительная компания, владелец строительной компании должен делать жилищный бренд. Ну да. Он түсінбейді то, что он должен делать жилищный бренд, то, что должна команда на него работать. Поэтому қиналасың. И все. Вот смотрите, мен сырттан келдім ғой негізінде, да, бұл салаға. Сырттан келдім, и менде сразу же андай. То есть это бизнес, по-любому это должно быть какое-то агентство, это должна быть большая команда. Әркім өз орындарынан. Бана басында біз Дәурен бастадық. После этого Дәуреннен мен сұраймын ғой енді, қазір Дэнді білем. Дэн мен Астанаға, помнишь? Иә, Астанаға шақырдым. Астанада ресторанға неғған кезде, смотрите, Астанада простой операторлар, да, который практически опыты, ну, ноль емес енді, опыты бар, но өте аз. Они просили больше, чем Дэн. Да? И маған нужно легче было, короче, ему самолет оплатить, жилье, еду. С камерой, со всеми делами. Жоқ, өзі аппаратураны бәрі өзі алып келеді. Өзім алып келген. Дэн алып келеді. И не помню, 400 мың беді? 400 мың Да, теңге. 400 мың, и получается, плюс-минус, короче, тамақ, еда, если бәрін санайсаң, где-то 500 мың теңге. Но мы, например, контент, например, на 2 месяца бізге. 10 ролик түсіріп бердің ғой? Жоқ, 10 ролик түсіріп бердім, арасында баналегі фотоларда, нелерде болды. Өйткені біз өзіміз... Общий контент. Да, общий контент. Кейбіреулер инстаграмный, кейбіреулер кәдімгі таргетке жіберетін показательный ролик, кәдімгі брендті көрсететіндей. И получается, мне было легче брать специалистов Шымкента. Да? Можно дополню? Вот тура мен достарым, енді прям топ емес, ну, мен үшін жақсы түсіреді да. Востребованный Алматы операторлар, мықты продакшндармен, мықты адамдарға келіп түсіреді.
олар шығады как оператор. Камерасыз, компьютерсіз монтаж істейтін шығады да, короче, режиссермен. Олардың бір сменасы от 50 тысяч до 70 тысяч. Это базар жоқ, 12 сағат қиналып түседі, но бірақ монтаж жоқ, камерасы ренталдан, свет бәрі ренталдан 70 мың. А біздің мына от того, что мы Шымкент, свет, камера, монтаж, цветокор, сопровождение звука, соның бәрін 70 мыңнан мен жасаймын допустим. Еще продюсерсың ғой, өзің клиентпен сөйлесесің, еще бухгалтерсың ғой. Еще поправкасын, аналар. Мысалы, у меня сейчас раньше были поправки, да? Там в основном музыканы ауыстыр деп айтады да, аяқта интершум все поставлено, считай, басынан жинайсың. А там в Алмате даже так продумано, что даже поправка ақшамен, короче. Да, И большая яма же. Жоқ, большая яма деген кезде. Смотри, я эту проблему видел, и у меня четкое было решение к этой проблеме. Дәуреннен сұрадым, біз как раз ағарыстен барлығымыз жолықтық, да? То есть бұл жердегі решение не тұғын. Заказ келеді, он приблизительно отправляет тебе, нам, вам, дұрыс па? Барлығын бірдей жібереді, и біз бір-бірімізден, чтобы заказды алу үшін, демпингуем цену, кто-то дает скидку, там, әркім әртүрлі нәрселер жасайды, да? И менде ондай ой болды. Почему бы үлкен заказдармен сөйлесем, олар айтады, Астанаға, Алматыға там мықтылар келіп жатыр. Но по факту қарасаң, прям другой уровень деп айта алмайсың. Просто почему-то у нас Алматыдан келген адам, он на голову типа выше считается. Жоқ, Алматыдан келді деген күшті естіледі ғой. Олар Алматыдан келіп түсіріп жатыр деп. Маған это тоже помогло. Мен Астанадан келдім ғой. И Астанадан келдім деген кезде, это у меня тоже маркетинговый ход. Я машинам номерін до сих пор 01 держу, да? Хотя Алматыдан келеді да, короче, оператор горизонт завалил. Жоқ, но жоқ, ең маңыздысы, оны заказ беріп жатқан заказчиктер ол нәрсені түсінбейді ғой. Понимаешь? И мендегі ой болатын тұғын, почему бы нам просто не объединиться, да? Но вот это объединить оказалось очень, очень трудно. Я с каждым разговаривал, там басқа да сырттан балдар. Все говорят да, но в конечном итоге Барлығымыз ашықпыз да. Бұл басқа объединение, бұл басқа салаға бір дұрыс шешім шығар, бірақ видеография, видео саласына тура келмейтін сияқты. Ну смотри, 30 заказ, да, например, 30 большой заказ деп айтайық айына, который сендердің, менің ойымша, уровеньдегі заказдар болып тұрады. Можно перебить? Большой заказ, братан, это он может быть в месяц один, когда мы все будем задействованы. Вот как я говорил, мысалы, да, режиссер, постановщик, FPV, дрон, оператор, тоже, ағарыс тоже өте мықты түсіреді. Маған қатты ұнайды тоже. Я там тоже оператор. Очень большой препродакшн, и это, соответственно, деньги. Там даже раскадровку нарисовать, раскадровка, чтобы утвердить это заказчикам, это большие деньги стоит, чтобы нарисовали мысалы, чтобы потом, когда мы будем снимать, не было поправок, никаких там нюансов. Вот на такие проекты можно выходить всей командой, а на видеографию, мысалы... Нет, я на видеографию выходить вместе деп отқан жоқ. Бағаны түсірме. Просто Шымкентте бағаны ұстап қойды да. Бәріміз мысалы хабарласады ғой бір клиент, сонда бәрімізге бір рет мысалы мен де байқадым, алтындар түсіру көреді да. Бәрі фотографтарға звондап шықты да, бағасын біліп алды. Хабарласамыз дейді болды да. Бірақ кім алатынын білмейсің да. Маған көп адам звондайды, Ула, маған саған ролик жіберемін, таныстар, ролик жіберемін, қаншаға түсіресің? Негізінде қиын емес, анау. Айтасың, 70 мың. Блядь, ты знаешь, сколько мне Гудман сказал, или? Солай айтты ма? Қанша деді? Айтады маған, знаешь, сколько Гудман зарядил, деп ше? Маған да екі клиент сөйткен тоже. Маркетолог хабарласқан жоқ па? Фэшн түсіреді деген. Ана бір Glow Beauty деген. Glow Beauty деген. Мен постоянно жоғары бағаны айтамын да. Сөйтем, көбінесе отказ ғой менде. Инстаграмнан келген бәрі 100% отказ. Жазады. Мен бағаны айтпайтын болдым. Наоборот, лучше это, қалай дейді? Там, Жоқ, смотри. гитар в руках или қалай дейді? Жоқ, смотри, Қасқарада, менің ойымша, қалада мен танитын бір 5-10 адам бар, который выше среднего заказдарды на качественном уровне шығарып бере алатын. Дұрыс па? И просто сол адамдар бір ценаны ұстаса, из-за того, что ты где-то даешь уступку, теряет он, да? Если ты не будешь, для этой компании все равно нужно это качество. Я это Шымкенту, да? Шымкенту. Мысалы, Дэн сол роликке 150 деп айтады. Мен 150 деп айтам. И я тоже тут пропущу заказ. И Дэн пропустит, и он пропустит. И найдется какой-нибудь действительно видеограф, который это за 30 снимет.
дәл қазір подкастта маған звондады бір адам, сүннет той түсіру керек деп, таныс. Неважно сен режиссерсың, гаферсің, гафер это тот, кто свет ставит. Таныстар звондайды да, осындай видеографический темаларды сұрайды, короче. Видеомен айналысасың ғой енді. Адам тауып бердің, 50 мың. FX стриммен түсіреді. Енді ол біздің сферада қатты мықты камера. По-свойски 50 мың деп айтып отырмын да. Шындысың ба, ана жақта братчика бар ғой, 20 мыңға түсіретін. ол андай камерамен түсіреді десең иығына қойып. Ол Кассета. просто просто да, репортажка да, түсіріп бересің, болды. Оларға бәрібір да, неге түсірсең де дегені да. Мысалы, знаешь, я какой выход вижу из этого, из этой ситуации? Мықты, действительно мықты проекттер болса, где нужен режиссер, где нужны гаферы, вот я бы смело бы обратился бы. Сол кезде бірігетін дей ма? Я вот Дахи бы обратился бы, сказал, братан, конкретно сен видениең керек, осындай по-свойски беремін мен саған, көмектесші. Давай екеуміз с тобой, мне безопаснее деп ше, спокойней. Мысалы мен сөзіңді көрші. иә. Ол үшін кәдімгідей араласу керек та. Бір проблема Шымкентте видеографтар бір-бірімен араласпайды. Мысалы ше, өте аз болса да нормально түсіретіндер. Не үшін араласпайды ше? Мысалға Уланның өзіне Инстаграмға жазсаң, Уланның өзіне ответ жазбайды. Братан, менде Сен заказ беріп жатқан Жоқ, мен қалай Улаға сторис көрмесең, мен съемкада жүрмін. болады ғой, мысалы мен кешке келіп те ашып қойсаң да, все, от души деп жазып қоя салатын ше. Ула вообще жазбайды ғой, короче. Ула мен практически өзім Енді көргенмін. қараса, заказдар Да, ол араласпайды деп жатқан жоқ, Уламен араласамыз. қол тимейді да. Я шынымен ше. жоқ это одан қандай емес қой. Жоқ, мен жалпы айтамын, Ула әшін ғой. Я может забыл, брат. Жоқ, мен бұл әшін по приколу айтамын. Араласамыз ғой. Басқа видеографтар айтамын да. Мысалға мен өзім Түркістаннан оқуды бітіріп келдім ғой, үйлендім, осы Шымкентке келдім, ешкім танымаймын, діннен басқа. Сөйтсем де мен басқаларға шыға бастадым, жазып ассалаумағалейкум деп сөйтсем, менсінбейді, короче. Білмеймін не үшін екенін. Бірінші жазған үшін ба? Білмеймін не үшін екенін ше. Мен өзім андай нем жоқ та, өзімшелігім жоқ та. Мен жаза беремін бәріне ше, танысқым келіп, сөйлескім келіп, қасыңа жүрейінші, ары бері жаза беремін смело. Бірақ өздерінше менсінбейді, короче. Ол біздің Қалай ол деп қалдым өзінше. біздің менталитетте бар. Понимаешь, ол тек қана видеографиясында емес. Біз қазір, например, бана маркетологтар. Жоқ, Алматыда басқаша. Мен Жоқ, мен Шымкентте айтып жатырмын. Шымкентте ма? Иә, Алматыда. Мен Шымкентте отырып Алматының жігіттеріне жазсам, проекттерің тема, қасында жүрсем бола ма, ары бері сумка тасып деп прикол сөзім. Все, смело кел деп жазады кәдімгі. Мен өз практически өткен да. Ал Шымкенттегілер жазсаң, все, хабарласамыз ғой, ары бері өзінше андай, короче, шет етіп тастай салады, болды сол. Білесіңдер ғой, Будьте попроще десе бәрі. иә. Шынымен. Бізде көбімізде Шымкентте love story түсіреді ғой. Сол сфераны алып алған ғой. Бір love story мықты бұрын түсірген адам тоже. Айтпай қояйын кім екенін. Мықты түсірген Датау ана Михайловский яхтан қойған ғой. Графикамен ше. 2014 па сондай. Анын көріп таңғаласың ғой енді. Анаған жазам, братан, можно я вам выйду хотя бы? Я даже выдержка не екенін білмейсің ғой 2014-те. Натуре ше. Бәрі автода. Мынандай осыны ұстап алғансың. DJ осыма бар ғой, телефон қосатын. Я себя не считаю таким профессионалом, чтобы кого-то обучать, деді ғой маған. Қазір, брат. Фотографтар бар, бірге жұмыс жасайтын. Фотосъемкаға шығамыз, анау баланың қалай көт ашып жатқанын көре алмайды да. Сол главный минус то, что бізде көре алмайды көбісі. И знаешь, Чича, видеография саласы көп ойлайды ғой адамдар, қымбат. На самом деле көп ақша керек для начала. Сен, например, крупный бастағансың. Дұрыс па? Сен кәдімгі тәуекел етіп, не каждый. И то сен бастаған кезде, ол кезде курс доллара совсем другой. Дегенде ше. Ол кезде ма? 380 еді ғой. 380 еді ол кезде. Сондай ма еді? Сондай еді. Қазір Жоқ, например, үлкен ақша қажет та. Камера алсаң болды. Жоқ, камера алған кезде ше, тоже көп адамдар ашып көресіздер ғой. По идее, YouTube бар ғой, Қазір ютубтан үйреніп аласың ғой. Курстар деген бір адам бар. Біз камераны алып үйрену керек та, сондай. Ол айтқандай заказдарға 5 теңге заказдар түсіре беретін болсаң, ол сенің жолың төлеп отыр да. Бұл тамағың шығып тұр болды ғой. Басында, иә. Ары қарай То есть, смотрите, көзге түсесің. қазір, например, мына көріп атқан 18 жасар бала, қолына там, білмеймін, 6300 ма қандай камералар бар, Sony да? Можно перебью, пожалуйста? Вот мына осындай бала отыр. Қазір Дубайда ше. Вот сен қалай бастадың? Вот сен айттың, қиын болды ма? Бәріміз қара да, бәріміз
ағарышты кредитке алды да камера, мен де кредитке алдым. Кімде? Мен, кстати, Дәурен де кредитқа алды. вообще алмаймын. Алмадың ба? Вот енді только, то есть, Саған Мәке әперді ғой. вот, нет, это же не мои деньги были. То есть я начинал с нуля. Ақшасын қайтарып бердің ғой. Нет? Қайтарып бердің. инвестировал. Инвестировал? Да. А. То есть нетворкинг. Маған айтқан еді да, маған өйтіп қарызға алдық, кредитке алдық деп ше, сөйтіп ақшасын қайтарып беруің Вот, керек. типа, общий не болды ғой, медиа болды бізде, продакшн. Но если вообще с нуля бастайтын болсақ, менде бірінші камера ол Nikon болды, D5300 зеркалка. Это оны досым айтты да. Короче, мен досым болды, Әділет деген. Бірге Юджин деген бірінші не ашқанбыз, продакшн. И ол менен сұрайды, мен камера аламын, ноутбук аламын, давай маған айтсай деп характеристикалар. Мен Шымкентте іздеймін, ешкім таппаймын, ол кезде юхак жоқ. Короче, ешкім таппаймын, блин, не істейді. И, короче, от балды айтамын, Nikon алсай деп. Ол барып Nikon сатып алып келеді. Никон әлі тұр ода дейсің. Мусор, реально. Зеркалка. Кейін мен ағарысы таныстым. И сонымен сөйлесіп, сол кезде түсіндім, оказывается, есть камера Sony деп. И сөйтіп, цифровой ше, который... Мен барам, сіз айттыңыз ғой, бірінші это Ронин, короче, стабилизатор. Оны не екенін білмеймін. Сөйтіп, күннеге жазамын, азынан кешке дейін, по-моему. Негізінде сол Звондап. ше, ана Goodman медианы мен расширение жасаймын да, команда жинамақшы болдым да, план болды да. Сөйтіп 150 мың теңгеге ма, или қанша 200 мың теңгеге оқытамын дедім да. Бірақ ол менде оқытқанда сол ақшаны өздерін саламын да. Ақша берсе адам үйренеді ғой. Сөйтіп команда жинамақшы болғам. Сол кезде командаға келмеді ғой бірақ сол кезде. Жоқ, мен как раз сол кезде мен келіп. Одан кейін бар сендер. Мен сол кезде наоборот не болдым ғой. Юношеский максимализм ғой. Я постоянно все хотел бесплатно. Мен ютубта, мен, короче, ешқашан курс алмаймын өзім, сондай, короче, жмот адаммын да ше. тура мен жмут. Вот, да. Потому что, ну, для меня... бәрі ютубта бар ғой, бәрі бар. Просто Любой нәрсе. жоқ, надо правильно формировать вопрос. Да. Если ты вообще не понимаешь. Если ты хочешь чему-то научиться, если у тебя есть желание, это не должно быть просто желанием. Просто я конкретно, тут все, кто из нас есть, конкретно хотели снимать. Если вот тот, кто это смотрит, конкретно хочет снимать, неважно, бля, какая камера, Да. телефон, Телефон. бол постановкасын көрші, просто жазшы Google'ға золотое сечение деп көрші, и телефонда сетканы қосып золотое сечениеға адамды қойса болды ғой. Уже там кадр өзіне ұнайды, и он еще больше захочет снимать. Мен вообще зеркалка менде первый заказ Жека сіздікі болды, Жекалар. Кекс енді ашылды ғой. Алматыдан Шымкентке шықты, білмеймін қалай біз тапқанын ол кезде бірақ. И біз аламыз, түсіре аласың ба дейді, дейміз, қанша дейді, 30 мың деп жазып жүремін. Такой, давай дейді. Мен такой әділге айтып, заказ алдық деп. Вот, вообще, крафт, Біз первый неміз, қандай камера дейді, мен айтамын, бізде новый камера Nikon D5300 деп. Ол такой, мақұл дейді, барып түсіреміз, жібердік. Ну, типа андай, қандай камера вообще не важно. То есть нетворкинг в первую очередь болды. И, по-моему, портфолио. Потому что, ну, портфолио дегенде какой-то бір видеолар түсіріп жүрдік қой біз ол кезде. Шоқайсы азынан кешке дейін түсіре береміз, әр нәрсем бар. Болмайтын видеолар. Сендер жассыңдар ғой. Сендер шаршамайсыңдар, энергияларың толып тұр. И түсіре береді да. И сөйтіп опыт жинап алады, андай білмейді. Андай ошибка біз ғой қазір өсіп қойғанбыз. Мың рет ойланып аласың ғой, ананы түсірейін, бұл түсірейін, рисктарын бір қарайсың ғой. Кради как художник деген кітаптан оқығанымда бар да. Всегда өте жақсы көремін. Сол кітаптың не авторын. Сол кітапты айта салайын. Сол кітапты айтады да, всегда будьте любителем дейді да. Біз профессионал басқаша көреді ғой. Мысалға аға айтып отыр. Уже видениесі басқаша болып кеткен. Любительдікі всегда андай аш хищник сияқты болып тұр, аш хищник сияқты. Сондай болу керек та негізі всегда. Stay hungry, stay foolish. Алматыдан балалар келді, короче. Команда үй тартты, мен оператор болдым. И мен қуанып жатырмын, то, что солармен жұмыс істеп жатырмын. Дом, Гоша, бәріне сәлем, короче. Вы мои любимые дегенсің ба? Олар, короче, бүйтіп отыр да, настроениесі. Көреді, еще сториске салады, көресіңдер. Мен жіберемін. Жіберемін. И, короче, бүйтіп отыр. И я говорю, блин, давай вот это. Мынау сұрақ қойып отырсың, ну, Ари қаншадан, Ари кімдікі, Аза қаяқта, Аза қанша алады, короче. Азамат болады. Олар жауап береді, и маған сам айтады ғой. Мә, Ула, цени, говорит, то, что ты вот так горишь, дейді. Когда это переходит в рутину, дейді, это самое плохое, дейді. Депрессия. Мысалы, бізге, мен мысалы 2 миллионға заказ алдым. Ол мен үшін прям Шымкентте 2 миллиондық заказ. Это твой максимум, да? В Шымкенте за 2 миллиона это мой максимум. Да, конкретный максимум. 2 миллиондық заказ.
где я сам был продюсер, администратор. Каждого актера сам искал. В Оразу, в Туркестане, под жарой мы это снимали. Ну ты же и на актеров, на локацию, на все тратился. Мы поехали в Туркестан сами на машине и делали пробу на телефон. Сделали локейшн. И до того қуандым да мен, короче. И потом мне тоже это сәл уже кола шықты, нормальный заказдар шықты, короче. Сверху бюджеттермен. Уже ол сәл рутинно болып отыр да. И действительно чувствуешь, что погасаешь. И любитель болу өте мықты, мне кажется. любой видеогрупп болған кезде біреу қаншаға түсіріп жатыр екен, анау миллион деген заказ қандай болатынын сезінгің келеді ғой. Білгің келеді, ана қанша тауып жатқан. Қазір ғой бәрін примерно ролигін қарайсың да, бюджетін біліп тұрасың. Сен ше қанша максимально? Мен есімде жоқ. А? Мен 2 миллион, 2,5 миллион болған. Түркістанда. Сериал ма сондай? Түсірген сериал ма? Жоқ, ол братан қарашы, ол былай емес. Мысалы, денге 2 миллион берді, ол бәрі денге емес. Общий бюджет ролика ол. Там костюмы. Көп, короче. В среднем, например, 2 миллион заказ. 50% где-то жартысы расходқа кете ма? Жоқ, просто қазір ойлап қалады да, короче, адамдар. Мысалы, мен 2 миллиондық роликті ше, мен сразу ана кімге айттым, короче, заказчикке. Керек болса, мен өзім ақшасынан там түйе, мүйе өзім ала салам дедім. Қоспайсың. Ну, ол мен нормальный жұмысым болсыншы деп ше. Вот. И такое тоже бывает. Қазір просто адамдар қарайды да, ема мынау бір ролик 2 миллионға таза 2 миллион табыс деп ойлап қалады да. Таза табыс 2 миллион деп ойлап қалады да. Бюджет вообще. Иә, а ол вообще ондай емес, ол қалатын там 300-200 мың теңге қалатын ше. Я вот просто что Таза. это понятие вот это. Но зато сен как творческий мықты бір проект жасай аласың. Актерлардың өзі. Жоқ, ол доверие, сен сол ақшаны, мысалы да, дін сериал түсірдім, мен сол коланы түсірдім ше, аяқта толып тұр адам, оператормен, монтажмен, постановщикмен, сен 200 мыңға емес, 2 миллионға жауап бересің, короче. Ответственность. Қатты ответственность. До того, мен шынды айтсам, мен Алматыға барған кезде мен ұйықтамадым. Вообще ұйықтамадым. Уайымдадым, короче. Бардым, маған входной лист деген көрсетіп жатыр, мен білмеймін не екен входной лист. Потом білдім. Короче, маған қағаз мен ручкам береді да, 2 миллионнан бөлек любой аппаратураны жазып береміз дейді. Ема, чайна бол деген не ол? Ферма не ол? Ублюдок, қандай ублюдок? Адам болды. Иә, қасында ана Берікжан деген досым бар. Өте тоже, енді от каждого учишься ғой. Я всегда люблю от чему-то учиться. И маған постоянно өзім жұмыстарым ұнамайды да. Мысалы, и всегда охота с кем-то работать, ананы алып алдым. А ол мықты сменада түсірген, короче. Көп, больше, чем я. И сонымен как-то вывезли. Но получается, сен ростың именно сол Алматыда болды. Алматыда болды, и сол ответственность за 2 миллиона, это очень тяжело. И если вот такую ответственность берет на себя Дана, это большой респект. Шынымен, это действительно нервы. Кәдімгідей нервы это. Не сендер баналик сериал ма? НТК-ға түсірдіңдер ма сендер? Иә, НТК-ға тапсырыс бойынша. Жоқ, Достық 99 деген сериал түсірдік қой. Ол патруль емес па? Жоқ, патруль алдында шыққан ғой. Анда скетчком ғой. Сөйтіп жаңа жылдың алдында хабарласады ғой. Осындай жаңа сериал түсіресіңдер ма дейді да. Осыны сериал түсіріп сен шақырып жатырмын дейді ғой. Режиссер болып келсе дейді да, оператор алып. И өзің сенбейсің да ана жерге. 2 күн ба жүрдім, короче, сенбейсің. Мен андай прикол ұстап қойған ғой деп, режиссер болайын деп жатырмын деп. Режиссермін деп, сен режиссерін сәл жасын да илеулерге деп. Сөйтіп жүрдім да, келістік енді. Не үшін, опыт үшін ғой. Бір серия қанша болды бюджет? Бір серияның бюджеті ма? 500 мың теңге беріп жатқан НТК-ның. Саған? Таза? Жоқ, маған емес, общий. Общий бюджет па? Иә, 500 ол. Вообще, думаю, ол жақта актерлар тегін түсті. Актерлар, соны айтшы, бәрін қаншаға ақша кетті? В натуре адам білсін. Әр сменаға, мысалы, бізге 12 мың теңгеден алдық қой біз. Примерно ағарыс, мысалы, операторлар болды да. Біз ол жақта 10 күн түсірдік. Еще 5 күн дайындық бар, примерно 15 күн жүрдік. 12 мың теңге ма алды. 100 мың теңгеден алды бір-бірінен. Еще FPV түсіресің ішінде. FPV-мен қосты, FPV құлап қалды да оны, төлеген жоқ. Үндемей көзін жұма салады біз моменттерде. Өйткені оның бәрін алдында келісіп алмағаннан кейін. Менікі примерно 25 мың теңге ма шықты сменасы. Бір серия? Иә, бір сериясы. Или сменаға? Сменамен есептеген кезде. А бір серия қанша смена? 8 серия түсірдік қой 10 күнде. Жоқ, бір серия, бір смена. 8 күн түсірдік.
почти енді ол жақта бөлек да кусокпен Все. скетчком ғой бір күні бір күн бойы ресторанда бір күн бойы участкте бір күн далада деген сияқты да сөйтіп 8 күн қызық болды опыт болды ана жерде басында білмейсің ғой бірінші күні келеміз ана старт мотор дейсіз ғой короче қайсысын шатастырып басында актерлар түсінбей кейін біліп алдым да уже типа басында тишина дейсің потом начали дейсің сосын запись дейсің бірінші одан кейін мотор дейді кімдер Звук мотор дейді иә все Мағанда- начали дейсің одан кейін барып актерлар жұмыс істей бастайды да маған да Дэн айтады оператор боласың болды деп жүрде алып кетті сонымен мен ответственность қой енді оператор сен кадрды қою керексің не қылу керексің сөйтеді да мен барғанша сериал көріп барамын в общем каждый сменаның алдында сериал көріп жатамын ғой көзімді үйретіп жатамын да ана серия қызық та емес онша ше маған просто маған кадр қызық та қалай қойып жатыр өзің жұмысың қызық. иә уже мен ответственность алғаннан кейін в общем профукать етіп қалмайын деп в общем дайындалып сменада уже аз ұйықтасам да кішкене көзімді дайындалдырып приятный басында анау бүйтеді мынандай болады ғой бір екі күн ответственность түсіресің да үшінші төртінші сменада Уже набайды, иә? уже ана жерде бір қарасам бар ғой актерлар өздері режиссер ана бір продюсер өздері түсіріп отыр мен просто экранға қарап отырдым болды өздері уже алып кетеді да уже опыттары бар мен даже сценарийда анау қасымызда бір бала алып алғанмын Асылхан деген ассистент бір күні Асылхан десем ол ұйықтап жатады ғой ана жақта бір продюсер ана жақта ұйықтап жатыр қорылдап жатады короче түсіріп жатырмыз қорылдап отыр да аяқтында участкада түсіріп жатырмыз ана неде не бар ғой решетка бар ғой сол жақта отырады да как не болып заключенный болып ана ұстап алып сол жақта ұйықтап қалатындар болады тизер ана қалада кілем төсеп диванды сол иә ол біз промо түсірдік кейін сол еске алып. несіне түсірейін деп жатсақ қар жауып кетеді ғой жаңбырмен судың астында тема наоборот ол тема как дейді будто қарға сонда жаушы тура икадағыдай жаңбыр жауды ғой икан кстати расскажи че икан это көкту да қазір мен ана сериал бітіре салайын одан кейін біз монтажын істейсің ба деді өзің бір жағынан жаңағындай біз алматыға барып көрейін дедім даже бір тұрып көрейік деген сияқты монтажын алдық бір сериясында 50 мың теңге төледі сол кезде FX3-ге түсірдіңдер ма FX3-ге түсірдік қой и біреуін арендаға алдық біреуін өзімдікі екі камераға түсірдік та сөйтіп монтажын біз 15 күн монтаж жасадым даже 20 күн ба енді ана монтажда мен ұйықтамадым ғой бір күн тұрамын 5-ші күн ба 6-ші күн ба айнаға қарасам бетім әжім ғой потом ұйықтамағаннан кейін бүйтіп қыртыстап қалып кеткен ғой короче монтажын әрең дегенде шығардық әрең дегенде сдавать етіп құтылдық уақыт тығыз болды аз уақыт тығыз НТК беру керек уже 8 мартта ма бірінші несі болу керек біз март жоқ февральдың 15-теріне монтаж бастадық та монтаж қиын екен негізінде например вот дедлайн да всегда үлкен заказдар алған кезде дедлайнмен қысады например заказчик тендерді біреу ұтып алады сөйтіп ол басқа біреуге ол біреу провалить етеді и соңында короче аутсорс береді жоқ Арзан ба? если мықты проект сенде мықты препродакшн монтаждан ең көп алатын ол монтаж цветокор звук қой негізінде а монтаждан если прям раскадровкамен жұмыс істесең там уже все тем более ана хатушкамен ше там все понятно керек кадрын аласың саласың болды кешір братан андай да дедлайнмен кейде үлкен проект болатын болса ол оңай болады өйткені новый энергиямен отырады да монтаж істейтін адам күтіп отырады ана жақта оператор режиссер энергиясын құртып түсіріп берді материал келді ол монтаж істейтін адам күтіп отырады да монтажға сразу отырады да новый энергиясымен істеп тастайды болды ол өзінің жұмысын істеді вот когда Моргеннің несі болды клипі вот соларда в чем прикол они снимают түсіреді сразу флешканы аттады тығады ноутбукқа сразу кадрларды қойып уже дайындап несет ішіне отдельно бір бала ол действительно жаңа технология оған Америкада отдельно адам Yeah. учится, короче. Монтаж сразу там же делают. Сразу же, сол темада. ол ана концерттерде емес па это называется ол бұрыннан бар ғой киноларда ма үлкен режиссерде сразу қарап отырады Аяқта даже мынандай техника. Говори, да. где-то типа технический монтажер деп атады чтобы клипқа ну типа аппрув ете алады на сценаны түсіреді қояды дұрыс па дұрыс емес па да иә Водан же, воздух. Вот. Сразу алып істеп керек жерін сразу қалдырады. иә Болды. ол енді реально дайындалғаннан кейін жаңағындай раскадровка деп Иә, жатсың сол болған кезде оңай болады ғой уже білесің да қай кадр түсіру керек екенін давайте енді именно кидок туралы сөйлесейік то есть наверное барлықтарында болған то что ақшаға сендер лақтырды и
бастап жатқан адамдарға сондай лақтыру аз болу үшін не істеу керек? Ақшасын аз қою керек. Шучу. Точно лақтырмайды. Оны 5 мың теңге түсірмей атып бере салатын жер. Болды, брат. кейбіреулер бар ғой 5 мың теңгеге келісесің да мысалы болғанда ақшасын жібермейді ғой, материал жібер сосын жіберемін деді. 5 мың теңгеге болған бар ғой. Күйіп кеткенсің ғой ана жерге. Андай да ақша төмен болған сайын адамдар андай төлегісі келмейді да. Миллион теңге проекті болатын болса бере салады ақшасын ше. Андай проекттер бар, сосын миллионға істейсің и 10 мың теңгеге істейсің да. Миллион демей ақ қойшы. 10 мың теңге істейсің и 100 мың теңгеге істейсің. Сөйтесің да 10 мың теңге сенің шығарып жібереді да, короче. Ал 100 мың теңгелік проект, все, тема дейді да. Ақшаң сразу аударып жібереді. Білмеймін, өйткені заказчикке байланысты сияқты бұл жерде. 100 мың беретін заказчиктің мышлениесі басқаша, 10 мың теңге беретін заказчиктің мышлениесі басқаша деп ойлаймын. Ал енді кидокқа келетін болсақ, Кидоктан ба? Менде крупный кидок бар қазір Дубайда. 4 ай болды төлеп жатқан жоқ. Бірде 4 миллион төлеу керек бізге. барайық та. Мен бар балдар барады. Тут прикол в чем? Дубайда мынандай екі не бар категория клиенттердің. Біреуі это официально жұмыс істейтін, счет на оплату шығарып сондай жасатасың. Екіншісі это фриланс, то есть блогерлар. Жали максимум деп айттық қой, сол максимум жағына келетін болсақ, мен бір клиентім бар, постоянный. Случайно сөйлесіп қалдық та, сол съемка бойынша. 3 сағаттық съемка деді, операторство, ютубқа қанша сұрайсың деді. И мен тұрдым, алдын оған арзанға түсіргем негізі. Но ол через кого-то болды да. И мен тұрдым, мен ертең занят по идее, и от балды тұрамын да, короче, 1 40 000 теңге деп жазамын. 3 сағат съемкаға, 2 оператор барамыз деп. И тұрады да, мынандай қандай камера түсіресің, бәрін сұрап алады. Ол айтты, обязательно Sennheiser, там бір бәле өздерінің требованияны жазды. Мен такой, окей дедім. Тұрды, сәл қымбат деді да, скидка жіберсе деп айтады. И мен такой тұрамын да, алдында сондай төлеген едіңдер ғой деп жазып жіберем. И, короче, ол пролетает, и 1 40 000-ға 3 сағатқа съемка түсіп кетеміз. Тек съемка? 3 сағатқа, просто съемка, материал берем. Ал жарты ақшасын ала алмадыңдар. Вот осы жерде, и мен қорқтым да потом, а может мен лақтырып кетеді қазір деп, потому что 1 40 000-ға 3 сағатқа ешкім төлемейді деп. И мен ойланып тұрамын да, қайтан жазамын оған. Все, келістік, ақшасын қазір жібересің, или мен жұмыс жасамайын дедім да, потому что алдын сендер ұзақ жіберіңдер деп, короче, жазып жібердім. Ол айтты, алдын сен басқа баланың жұмыс істедің, мен саған съемканы түсіресің, сразу беремін деп айтты. Мен айттым, жоқ, бірінші USDT мен Binance-қа как надо счет жібересің ақшаны, сол кезде мен келемін дедім. И ол тұрады да, онда мен басқасын іздеймін деді. Сөйтіп ертесін тағы да өздері жазды. Болды, жарайды, біз келісеміз, но бізде проблема бар, біз саған наличкамен төлейміз деді сразу. Наличка төлемейінше ақша, сен бізге материал жібермейсің деді. Ну, короче, сөйтіп келістік. Бұл мақұл. Екінші клиент, который бізге қарыз қазір, ол жерде соғыспен қатысы бар деп айтып жатыр. Типа, ақша жібере алмай жатырық деп. Но мен білмеймін, инстаграмдарын кірсең, қыдырып жүр да басқа жерде. Но сонда 1 400 000 қарыз бізге. Мені Кидок конкретно болған именно ше көп емес енді, тоже 2 рет болған, в основном бай адамдар, өте бай адамдар. Білмеймін не үшін, шынымен білмеймін ше. Мысалы, ролик дайын ше, мен осындай мен түсірдім, менге келдім, сразу монтаж дайын. Ролик те керек емес, ақша да жоқ қой, короче. Бірақ сен уақытың кетті. И звондасаң көтермейді, барсаң жоқ жұмыста. Сендерде? Не істеу керек, например? Тек қана по предоплате жұмыс істеу керек? Жоқ, мысалы, еще мынандай бар, мысалы ше. Бизнесте де риск бар ғой? Сен беспонтовый жұмыс істеп беру мүмкінсің. Мысалы, сені алады да, короче, задаток тастайды да, мысалы, 40 000 теңге. 40 000 теңге задаток тастайды, там, тимбилдинг или открытие болсын, бір бәле болсын, потом айтады да, басқа кімге кетті, короче. Сен айтасың, задаток қайтармаймын. Не үшін деп, анау деп басталады да. Мысалы, саған адам звондаған, сол күнге басқа бағаға ше, шықсай деп, сен айттың, жоқ, менде заказым бар деп ше. И күйіп кетті заказ. И анаяқта да, мынаяқта да. И задаток берменің солда тоже сәл кипиш да. Нерві. Бізде бір проект болған Түркістанда, ағарыстармен бірге түсіргенбіз. Сен деген жігіт бір. Енді 3 ролик түсіру керек наурызға. Сөйтіп түсірдік. Ол жақта өзімізде қате бар деп ойлаймын. Ол кезде карантин кезі еді ғой, маскамен түсіру керек. Біз маскасын түсіргенбіз ғой. И содан кейін ролик түсірдік. 2 күн, 3 күн, бір кейбір бір оборудование Америкадан заказы беріп, күтіп. И түсіретін күндер жаңбыр болып кете береді. Күн керек бізге. Наурызға реклама түсіру керек та. Погоданы алып, тез түсіре берейік деп. И түсіріп,
монтаж жасап компьютермен біз ательеге кіріп алғанбыз ғой, короче сол жерде 3 күн қонамыз, 3 күн түсіреміз деп сөйтіп түсіріп монтаж черновой жіберсек, маскасы жоқ қой дейді ғой, короче ана жерде нелерін білмейсің да. Видеода маска деген қалай? Енді қалай деймін да, мысалы маскасыз көрсете беруге болады ғой деп та. Сөйтіп содан заказдан айырылып қалғанбыз, содан кейін сразу сол жерде отмена береді да. Біз қайтатын ақшамыз жоқ. Сосын сол жерде бір жолға ақша берді да, сосын кейін бір кездесіп неғылып сөйтіп қайтқанбыз. Соған тех задание да? Тех заданиедан өзімізден қате болды деп ойлаймын да. Бірақ сонда да енді 2 миллион теңгеге келіскенбіз. 3 роликке. 3 ролик. Бергені сол бір қанша $100 ма берді да, сонымен ары қарай жолымызбен немен жаттық та сонымен қайттық қой. И роликті қонған ба? Жоқ, Ол вообще керек емес деді, ол отмена. керек емес деді да. Бірақ ол маскадан емес деп ойлаймын, өйткені соға дейін наурызда отмена қалды да, короче. Вообще болмайтындай қалды да. Олар алдын ала білді, енді қалай причина іздейміз деп, сонымен маска дей салды ау деймін деп ойлаймын. Әшейін ақша бермейді да оған. Сонда бір үлкен, одан кейін содан не болып кетті енді. Бұл жерде біз жаңағы өзіміз қалтамызда оборудование заказ бергенбіз, уақыт кеткен, бір ай басқа заказдар алмадық. Сол кезде как раз параллельно бір заказ шығып тұрған ғой. 800 мың теңгеге сөйлесіп жүргенбіз. И екеуі де бірдей уақыт болып қалды да. И аналар бізді күтіп қалды да, короче. Біз Түркістанға кетіп қалдық, ана жаққа түсіреміз деп. Мынадан да айырылып қалдық, мынадан да айырылып қалдық та біз. И сонымен реально қадалғанбыз ғой. В общем, арбадасында өгізді өліп қалды. Сондай болды. Например, 18 жасар балдар да, енді бастады. Оларға ол қатты проблема емес. Жоқ, сол балдар, 18 жасар балдар. Неден бастау керек? Қандай сендер совет бересіңдер? Можно я? Біріншіден, самый важный, на мой взгляд, мастерская Исаева деген бар, өте қымбат курстар. Ол ешқандай реклама емес, ештеңе, уже заезженный приемдарды они используют. Но бірақтан, ода ютубта просто даже вот советші, ютубта видеосы бар. Первый урок по оперпосту. Аяқташы камера туралы, монтаж туралы, камера настройка туралы, қалай түсіру керек, қалай мына левый третейден центрге өту керек адам, қалай оны дұрыстап істеу керегін бәрін от того жевать етіп жүреді да. Вот маған көбісі жазады, немен бастау керек, мен біріншіден сол видеоны жіберемін да. Я айтам, тура маған осындай видео түсірші. Левый третейден, третей енді можно загуглить, я не буду объяснять, что это. Левый третейден адам центрге перемещается, просто надо движение жасап, оператор істеп отыр оны. Надо начинать с этого, мне кажется, как оперпост. А потом дальше, там не важно какая камера, сон даже iPhone на түсірсең болады. Мастерская Исаева, бесплатный курс по оперпосту, YouTube. Тоже YouTube. Потому что менің ойымша курс алу это самый, либо обучение алу, ну видео саласында, это андай сен біреудің подсознаниесін просто өзіне қайталайсың да, и өзінің внутренний вкусын ашылмайды, короче. Поэтому менің ойымша, если сен именно типа осы салада жүретін болсаң, творчествода лучше әркімнің несін ұрлап, идеяларын өзін бір құрастырып, бір какой-то немен опыт арқылы бір 100-200 видео түсіресің, өзің личный нені шығады, вкусын. Негізі андай болады ғой. Тип сондай. Мысалы біреудің ұрлайсың, қайталайсың, бәрі өзіңіз істейсің ғой. Бір корректировка ша. Ұрлау емес. Ол просто скилл, который сенде инструмент ша. Мысалы, ронинмен әдемі горизонт завалил, ол бір инструмент. Определенный жерде сол отверткамен жұмыс істейсің. Потом, мысалы, слайдермен плавный ход, мысалы, тоже бір инструмент. Да. И чем больше ты от кого-то увидел их инструменты, жинавал инструменттерін для своего творчества, потом инструменттерін көп же. И это не совсем воровать. И, братан, дұрыс айтасың, как хочешь что-то сделать, вот референс аласың да, тура сөйтіп түсіремін. По-любому по-своему получается. Менде опыт болған. Vimeo-дан тема бір видео көріп, тура солайдан түсіргем. Сол бір опыт болды маған. Сосын кішкене пайда болып. Жоқ, сендер, например, обучение сен YouTube деп жатсың ғой. Енді білмеймін сендердің салаларында, но басқа жақта сен біреудің просто қысқа жол ғой, біреудің қателіктерін жасамауға. Да? И бұл жақта менің ойымша, я не согласен, то, что кардинально обучение алмай, YouTube-те сен ұзақ іздеу мүмкінсің да. Там бір жерін көрсетеді, бір жерін көрсетпейді.
То есть ізденіс қой ну творчество мысалға мынандай ғой үйрену үшін негізінде ақша беру керек та ақша шығару керек та хотя бы андай ол ақша берген адам мысалы маған келетін болса үйрет дейтін болса мысалы 200 мың теңге үйретемін десе мысалға ол беру керек та өйткені берсе өседі ол жерден практиковать етеді бәрін көрсетесің да сен уақыт өзі келеді да осыған 10-да кел десем 10-да келу керек та ана жерде айтқан нәрсені бәрін істеу керек та болмаса екінші жолы бар жаңағыдай съемкалар ассистент іздейсің ғой сол кезде келіп қасында жүріп андай шаршамай жүретін болса оны любой не опер болса режиссер жақсы көреді ондай адамдарды кейін любой жерге шақырады мысалы кеше алматыда ролик түсіріп көрдік машинаның и бір балаға өзі жазған еді осыны керек деп жак деген сөйтіп та студияда түсіру керек болды бір баланы шақырдым 3 сағат даже 4-ке дейін ба 6-ға дейін ба 3-4-ке дейін жүрді қасында шаршаған жоқсың ба шаршаған жоқпын дейді да и до конца шыдап берді да сөйтіп кетіп қалды ертең мысалы келесі съемка болатын болса оны шақырамын да и уже ақша бере бастаймын да уже сөйтіп үйрене бастайды первый бір неде біздің неде біз по-моему шықтық қой мен шыға алмай қалдым кім әділет шықты иә мен бақытқа жоқ түркістанға конкурсқа ролик түсіріп отырмын кадрларын дәурен жазды сосын кейін әділ жазды конкурсқа қатысты ғой сол кезде бір ассистент іздегенмін бірге барып қайтатын бір өзім барып не алдым да сол кезде дәурен шыға алмай қалды и әділмен шықты бізге тауға барып қайттық қой твои ученики менде жоқ менде тура сол болды мен Гошаға звондадым свеж светил деген мен үшін один из лучших режиссеров в Казахстане один из лучших мен оған жаздым брат мен досым ол Шымкенттің баласы Алматының мықты проекттер коммерцияны түсіріп жатыр оған жаздым брат любой проектің болса просто маған айтшы мен саған ешқандай проблема болмай маған үй керек емес мен өзім келемін қонатын жерім бар маған геолокация жібересің мен келемін сөйтіп бардым Миллердің рекламаны түсірдік бірінші рет қолыма ария алдым тура сөйтіп бардым көрдім и сөйтіп басталды ғой твои ученики мои ученики опыт негізінде екі направление ғой или сен полностью бәрін көрсетесің қалай сөйлесу керек қалай түсіру керек қалай монтаждау керек отырасың анан кадрды көрсең мынау брак анау мынау бәрі шыдайды енді но бірақ бір плохая сторона монеты то что мен ақша алмаймын да анау или досың сенің или інің сенің танысың по-любому ана ученигің и потом уже совсем басқаша отношение болады да короче типа ну понимаете да лақтырып кетеді там кейбір кезде даже өзің просьба жасайсың да во внимание алмайды да сондай и поэтому мен де кейбір кезде ойланамын бля ақша алу керек еді ғой деп например смотрите сендер өздеріңіз мамансыңдар ғой но сендердің взглядтарыңда менде мынандай маман все-таки он не менеджер да? Как вы думаете, банали команда, менеджер, продюсер, солай болып істелу керек па? Или все-таки мен, например, қанша адаммен жұмыс істедім ғой, он свой, например, продакшн хочет, этот. Но мен ішімнен білемін да, то, что он должен узко уйти в свою специализацию. А человек, который менеджер, он должен именно этим заниматься. Но мы хотим заниматься всем, да? И сол туралы сендердің взглядтарың. негізінде жаңағы сен айтқандай бір адам бір сфераны алу керек та сол кезде заказы да көп болады заказ көп болады объемды көп аласың да бәрін бір өзің істейсің ба мен мысалы қазір машинаны түсірдім ғой почти монтажын бәрін өзім істеп жатырмын да съемкасын бәрін ана жерде сұрап жатыр ғой режиссер кім оператор кім деп бәрін өзім істеп жатырмын десем таңғалып жатыр да алматыда соны таңғалады прям потому что они привыкли к команде бірақ андай да сен бір-ақ проект істейсің да болды ары қарай күшің жетпейді да екінші проектке шымкентте сондай алматыда болатын болса күніге сменаға шығуға болады режиссер ретінде ше айына бір 5-6 проект жасайсың да режиссер ғой и опытың көп болады да оператор күніге сменада оператор ал бір өзің істейтін болсаң негізінде бір-ақ проект істейсің полный сол ақшаны мысалы миллион табатын болсаң миллион табасың да бөлек істейтін болсаң миллион табасың бірдей екеуі да мысалға бірақ бір ролик па 5 ролик па ол айтқандай ғой бағана менде короче былай конечно если қарасаң самый сложный путь бұл сен біреу өзіңсің вот как Дэн сказал шаршайсың но
Для меня самый топ из режиссеров, конкретно, Ладо Кватания деген, ол командный жұмыс. Түсінесің, ана картинканы көріп. Там только гаферский департамент қандай. И екінші адам бұл Азар Стратов, питерский щит, помнишь, показывал? Да. Азар Стратов деген, ол до того замкнутый адам бас, сондай, короче, потому что подкаст тоже көрдім. Көп сөйлеспейді, сондай да, қатты видениесі бар да, светсіз жұмыс жасайды. Өзінің видеосына өзі минусовкасын жазып береді. Переходтарды ерінбей ана через неден шығарып ше, кодектан шығарып, прожигание істеп, эффекттерді жасайды. Бәрі өзі, и сол понятие оперпост. Қиын да, но бірақ анау қатты мықты. Азар Стратов деп жасаңыз, көресіңдер, короче. Если напишите Азар Стратов, Little Big пен жұмыс істейді, Макс Кошпен жұмыс істейді, сондай мықты проекттермен. Но если дело касается коммерции, біреудің, вот даже мен Колан түсірдім, Киян рекламаны түсірдім, идея бәрі менікі, но который мен қасында адам болған, даже какой-то там техник или, мысалы, даже тот же Ханзадан ролигін Түркістанда, ана 2 миллиондық, просто адам тасып жүретін адам болмаса, я бы не смог. Это нереально. А в Дубае как? В Дубае тоже. Дубайда, ну, екі сфера бар, опять же, это коммерческий и фриланс-блогерский. Коммерческийға это обязательно команда керек, потому что минимальный операторный числосы уақытта екеуі болу керек. Біреулік болса олар қабылдамайды. Екі оператор керек, және свет, там, дым машина, оның бәрін управлять ететін адам керек. Отдельно каждый кадрды санайтын, там, продюсер керек. Потому что, кстати, уақытта үлкен проекттер болады. То есть став адамдар жұмыс істеп жатқан операторлар, если там тамақ не болмаса жұмыс істемейді. Крафт болу керек обязательно. Крафтқа, допустим, Моргеннің клипінде Что это крафт, объясни? Крафт бол тамақ. Тамақ. Yeah. Завтрак, обед, ужин, су постоянно и зона отдыха болу керек обязательно. И каждый крафтқа, допустим, завтракқа $1000, обедқа $1000, вечерға $1000 құртады. Иканың крафт топ. Аны ретте біз Коланы Асия деген қызбен түсірдік. Ол непосредственно Икаға роль емейді. Солардың крафты до того, съемкада пинаколада коктейль шығады. Как должно быть? Или просто Яндекс, реклама Яндекс, ютубқа жазғандар, бэкстейдж, аяқта мынандай фуд трактор тұр ғой, барбекю істеп. Мен ана бір режиссердің мастер-классын көрген болар. Айтады, ең бірінші туалет болу керек дейді ана жерде ше. Вот. Знает тема. Орманда түсіріп жатыр да. Сөйтіп ана жерде болмай қалса, бұл талдың бара салады да бір. И сен ол жаққа бір адамдар контроль жасай алмай қаласың да ол кезде. Сосын шулайды да бәрі тамақ деп. Екінші жер тамақ жоқ па бітті ана жерде хаос болады ғой. Соны айтып отыр ғой. Ең бірінші сол болу керек режиссерлар соған не қылу керек дейді короче. Ол продюсердің жұмысы ғой негізінде. Как в Алмате, как и в Дубае, крафт это распространено. Бізде ол Даммаған. Бізде үлкен проекттер жоқ, не деген? Потому үлкен компаниялар жоқ да. Сондай нәрселерге бюджет компания бар, бірақ бізден да головной бәрі Алматыда. Алматыда болсын, Алматыдан береді. Даже Түркістанға Алматыдан, Астанадан келіп түсіріп кетті да. Автобуспен келіп түсіріп кеткен роботтар бар, сендер қатыстыңдар ғой. Иә, Қалдыбековтың. И ол жақта да мысалы бір автобус бойы 20-30 адам келіп түсіріп кетті да. Кстати, тоже там бар да. крафтары бәрі. Негізінде рынокта ақша беретін компаниялар көп, істейтін адамдар болса болады, до конца жеткізетін. жоқ істейтін бар, прям сверхкрупняктар, элитный касталар ше. Типа Company Rental деген. Мысалы, Азамат Дулатовтың условиясы, сен маған келесің, маған кино түсіріп бер деп. Мысалы, оператор бойынан мен условно 5000 теңге сұраймын, менде камера бәрі бар ғой, и мен саған айтам, мен камерамды маған арендаға аласың. Камераға бөлек төлейсің еще. Вот сондай условиялар, они до того вышка, бүкіл крупный проекттер, олар көп емес. Негізінде Алматыда скат, мат деген, и соларға кіру үшін өте қиын да, өте қиын. Қазір қараңдар, мобилография қаттанып жатыр да. Жастарға видеография саласына кіру керек пе, керек емес пе? Ваш совет. Жақында, если мобилограф действительно профессионал болса, ол, во-первых, светті бөлу керек, ол техниканы бөлу керек, постановка кадрын бөлу керек. Потом просто не легче ли это на нормальную камеру снять, у которой лучше диапазон, лучше там
Сейчас они могут как просто бы қазір вопрос мобилографтар ол инстаграмға түсіреді ғой тиктокқа и оларға телефонның несі жетеді да олар басты ауыртудың керегі жоқ та олар инстаграмға түсіргеннен кейін оның бюджеті жоқ кішкентай бюджет түсіре береді ал біз жаңағы түсіретіндеріміз ол басқа задачаны шешеміз да біз екі түрлі негізі әлемде біз кейбірде өзіміздің заказдармен де инстаграмға кетіп қаламыз да одан шығу керек та біз заводтарға или реклама сондай түсірсек ал жаңағыдай үлкен жобаларды и соларды шеше аламыз да мобилографтар оны шеше алмайды да ешкім бермейді ғой неге видеографияға кіріңдер дейтін совет сенде да? Ну, Видео- по идее, Видеомейкинг. по идее, кстати, видеография и видеомейкинг это екі түрлі нәрсе. И мобилография бойынша негізі не важно сен қандай камера түсіресің, қандай там телефон. Мен, например, әлі абсурдке түсіремін, альфа. Бірақ крупный проекттер түсіремін, да? Бірақ ұяласың, конечно, абсурдке түсіріп но за счет того, что свет қоясың, там не қоясың, көп нәрсе доп нерді қолданасың ғой, оборудованияларды. Качествосын шығарып аласың да, өйтіп. Так что свет любой камераға түсіресіз телефонға Отношение Отношение болатын болса, например, свет, звук, қалай? Мен, знаешь как, братан, шынымен лучше қымбат камера емес, но нормальный свет. Шынымен айтсам ше. Даже мысалы ең қиын жұмыс істеп ол натурада. Ол ешқандай қиын зат жоқ. Ана пенопласт аласың да, бір пенопластмен и бір отражательмен конкретно картинка шығаруға болады. И сол схемасын көріп, ютубта бар ше. Даже телефонға түсірсе, 13 Pro Max-ға түсірсе, анандай приборлармен, световой техникалармен, ананы Blackmagic деп ойлап қаласың ғой. Лучше тратиться на свет. Давайте бәріне ең қызығы видеография, фильммейкинг да? Сода қанша ақша табуға болады? бұл жерде менің ойымша істегеніңе байланысты ғой мысалы олар сияқты күніге 5-10 мың теңге істейтін болса объеммен аласың да біз сияқты істейтін болса мен сияқты бір енді ол істеген проектіңе байланысты ғой енді мысалға істей аламын да от и до содан кейін айына 2-3 проект жасай аламын миллион теңге спокойно табуға болады да сразу емес бірақ Жоқ, вообще сразу емес. Жоқ, ол түсінікті ғой, то, что сендердің уровеньдегілерінде. Минимум портфолио болу керек мықты. Сенде ше, например, ағар FPV-де, например, мысалы менде риск көп қой. дроннан риск та көп, сенің расходың да көп қой. Ең көп риск. Мысалы, FPV дрон ақшасы мысалға смена 100-150 мың шығады да, ол өйткені мен жауап бере аламын, не үшін қымбат деп көп айтады, маған қашып кететіндер бар. Басында мен 20 мыңға, 30 мыңға тегін де ұшып бергем, бірақ мен басыма тиді да, что құлайсың и кеттің, короче, минус 100 мың, 200 мың сондай да. И сол үшін ұшуым қымбат деп айтамын да мен, түсіндіре аламын да. ағарысты мен 5 рет па, уже 6 рет па шақырдым да. Бәрінде 1 рет, 2 рет құлайды ғой. Құлайсың бір құлаған кезде мен уайымдаймын ғой. Бірінші сынып қалмаса екен деп ше. Короче, чисто дронмен ұшып не алатын болсаң, бір 500 мың былай смело табуға болады мысалы ше. 400 мың, 500 мың. Только дронмен ғана деп. Ол Шымкентте, если Алматыда ұшатын болсаң, одан да көп. Алматыда проектке кіріп кетсең, одан көп. 150 мың теңге. Точно. И то среднячок. Среднячок FPV. Сен че қанша табасың? Сенікі больше дұрыс па, конвейер, сен көп жасай аласың? Не то, что конвейер, ол қазір от того, что конвейер уже же заказдардан кәдімге отказываешься. Кәдімге айтасың, конкретно бер, істеймін, бермесең, потому что уже бар компаниялардың, которые постоянкадасың, строительный компания, автомобильный компания, уже білесің, да, уже бар сенде жұмыс. 2 апта болды 800. Значит, 1,5 месяц. И то ол раз на раз не. И то, когда как қой, бәріміз мысалы камераны алдым, ровно 1 ай, вообще просто отырдым, блядь, депрессияға ше. Инстаграм ашасың, бәрібір белі істеп жатыр, түсіріп жатыр. Сондай этап бәрімізде болады ғой. И то зависть емес. И то Алматының балдарын қарап отырмын, на основном. Бәрібір белі что-то творческий, уже өз іздеу бастайсың. Давай прибелет, түсірейік та, жүр аны прибелет істейік та, уже потому что привык снимать постоянно. И какой-то бір аптаның ішінде азанда бір заказ, кешке бір заказ, азанда бір открытие, кешке бір нәрсе, потом коммерческий ролик, истикбалдың коммерциясы, истикбалдың обзоры, короче, битіп кетіп қалады да. Сосын андай бар ғой, мысалы, именно біздің сферада, сен машина түсіретін болсаң,
тек қана машина түсіреді. Иә, біз көріп тұрады да адам. Сен машина түсіре алады екенсің, онда шақырады. А если портфолионда машина түсіру жоқ болатын болса, сен бірақ түсіре аласың. Жоқ болатын болса, сен шақырмайды. Сондай да. Сол үшін фуд бар, қазір мысалы рилстар түсіресің, фитнес бар, мысалы көп та сфералар. Әрқайсысын өзің сфераңды алатын болсаң, уже біреу айтып берді береді. Мысалға тұрғынмен тек қана этаж үйлер түсіресің да. Все, бүкіл строительный компания сені шақыратын болады да. Сол узкий специалист алу керек та. Дубайда ше? Дубайда самый худший сезонға түспін, оказывается. Вообще дұрыс қой жаз да. Осы Дубай май өзім нет, это до болды. То есть май үлгердік селебритилармен жұмыс істеп бір айда, вот кстати, я өмірімде біріншісінде болды. Өмірімде ойламаған адамдармен бір айдың ішінде, по-моему, 7 селебритимен түсірдім. У каждого 30 миллион подписчика, короче. Все кезде шок болған, прям күніге біреуінде Флойд Майвезер, біреуінде Тори Ланнес, біреуінде Портнягин шықты, короче, нам смеяться не болып отыр, короче, деп. И, но потом жаз басталды, вообще голодняк. 15 күн отырасың, вообще ыстық, я бәрі қайтып кеткен. 15 күн оттым, заказ жоқ. Такой ойлаймын, блин, уже машина төлеу керек, неге, квартираның несі, контракт қой. То есть үлкен сумма 2 ай сайын төлеп тұру керекпіз да біз. Видеограф бола салайыншы деген. Короче, сөйтіп іздей бастадым, бір қазақтар таптым. Соларға лав стори түсірдім, өйтіп бүйттім. Да, кстати. Телеграмда бір не бар да, чат бар да, именно Дубайдың адам фильмдегі. Соның үшін мен де бармын да. Анасында дәурен шығып тұрды көреді. Объектив іздеп жатырмын, камера іздеп жатырмын, уақыттар заказдар бар екен, істеп жатыр екен ғой, тап тұрасың. Қатты респект. Жоқ, смотри, қанша табуға болады. Соны айтшы. Но менде рекорд это май болды. По-моему, 1,8 миллион шықты. Но это 1,8 с учетом того, что мен 12-13 күн жұмыс істедім. То есть мен бір күн жұмыс істеймін, 3 күн демаламын. 3 күн демаламын дегенде заказ жоқ, короче. Күтемін, іздеймін, таппаймын. Иә. Потом тағы бір заказ шығады, бір түсіресің, күтесің, іздейсің. Вот августте, кстати, тоже хороший сезон болды. Мен шыменде келу керек болды, маған ақша керек өзімен алып кетуге. И мен іздеп отырмын заказ. 20 күн өтеді, заказ жоқ қой, короче. И мен 24-не ұшамын. И, короче, блин, не істейін. И потом 4 күн подряд съемка. И сентябрь мен қазір келем Дубайға. И сразу 2 апта бойы съемка. И за 4 дня получается қанша? 700 мың жасадым. Дубайдан бір сұрақ мен қойдым уже, тоже қызық. Менікі в основном, грубо говоря, 60% ақша фуд-съемкадан түседі. Фуд-съемка. Уже свет алдың, уже білесің қалай, там, что. И вот сұрайын да, фуд-съемка қалай востребован мынау? Фуд-съемка вообще. То есть Дубай это вообще басқа рынок. Ояққа бизнес, там, кафелерге вообще ешқандай не керек емес, потому что Инстаграм ешкімге керек емес. Адамдар постоянно ауысады. Ояққа не керек? Ояққа клиенттер келетін, это туристер, это селебрити, жұлдыздар, которыйларға, ну, конечно, инстаграмдарына материал керек оларға. Заказчиктер сырттан келгендер ғой, сондай. Иә. И ол бірінші не. Екінші ол харамный путь деп айтады көбісі. Ол клуб. Мен қазіргі моментте мен тек қана клубтармен жұмыс істеймін. Байқадық. О, да. Күніге там стриптиз, ананы вот, басында сәл. Дәретің бар ма? Жоқ, мен ол жағынан өзім халал. Но, конечно, басында сәл өзің андайға сезінесің, сондай жерде жүргеннен кейін ше. Но былай қараймын, типа, по-любому мен істемесем басқа біреу істейді деп. Тем более менде жақсы получается, оказывается, именно андай ұятсыз видеолар түсіруге. Шашын өсіріп алғансың, ана жерде маша болып жүремін дейсің ғой. Но, типа, сондай. Тоже имидж, да, играет? Имидж, кстати. Тебе говорят, ты японец, да? Жоқ, қазақ. Кстати, вот осы бойынша басқа елде қазақтарды өте қатты оценить етеді. То есть біз Қазақстанда біз өзімізді байқамаймыз ғой. Ну, мысалы, Дубайда, че маған везет, келесің, кімсің дейді ғой, сөйлесеміз, атын там Дәурен деп айтасың. Қазақсың ба дейді, я дейсің, сразу кетті. Айсұлтан туралы айтады, шекер, мақтайды дейсің, өзінше болып тұрасың. И бағасын айтасың ғой, сен қазақсың ғой, мен саған нормально сенемін дейді, нормально ақша дейді. Ну, короче. Жоқ, оны саған қазақтар айтады ма, шетелдіктер айтады? Мен шетелдіктер, орыстар, украинецтер и... Это с маркетингом не прокатывает, что ты спрашиваешь? Вот. Француз бар даже, досым Кеза, аты Кеза, Иманбекті біледі, и личный фанат, по-моему, Айсултана. То есть, оларға, они канают, ну, то есть, статусы бар адамдар. Көмектесті, ну, скорее всего, чисто из-за того, что, наверное, казах даже. Вот тура сөйтіп берік жігі айтады. Қатты менің бір адамым, но он старше, да, и очень много умных вещей, там, ислам туралы, на многие вопросы отвечает. Ол Америкада болған ғой.
И вот тоже сол теманы айтады да. Қазақтар там тоже ценится от того, что Айсултан Қалыбай. Айсултан. Да, не то, что он про его хвалит Айсултана, у него есть свое видение вообще по всем людям, но он то, что шетелді көрген адам уже басқаша бе. қазақстанға қайтып келесің ба? Қазақстанға. Қасынан камера берсе Палладинға барсаң айырасың ғой сен, дұрыс қой. Я типа мен қазір келдім Қазақстанға, бір апта жүрдім. И бізде короче, сен ана жақта харамға үйренесің ғой. Ну, то есть, каждый день уақытта движ ғой. Каждый день сен бір жерге шақырады, сол жаққа барып съемка жасайсың, индустарға клип түсіресің. Олармен тоже новый экспириенс, новый опыт. И блин, Қазақстанға, скорее всего, пока что жоқ. Ол жақта қай жақта тұрасыңдар? Уақытта біз вообще, кстати, Шарджа деген соседний эмират бар, уақытта арзан бәрі. Қазақстанмен бірдей айына квартира 200 мың тұрады. Короче, ана жақта типа бәрі рабочий класс тұратын жер ғой. Да. Қас келем. Жоқ, бір сұрақ тағы саған. Сайрам. Сен не үшін ақша бар? Не үшін аппаратура жинамайсың? Вот осы жеріне айтып отырмын, бізде Қазақстан рыногы басқаша жұмыс жасайды да, Дубайда вообще басқаша. Мен Дубайда өзімді басында видеограф ретінде позиционировать еттім, ну, потому что опыт жоқ менде. И чисто, короче, өзім қолымда Sony бар, Canon бар, Альто бар, қасымда еще үшеуміз жүреміз, ана жақта кеза екеуміз, әркім арттарын жалап, типа, давай түсірейік деп. И қазір клиенттер шыға бастады, ну, бізді тани бастады да, Френч Монтана, Флойд Мэйвезер арқылы. И больше режиссурға шақырады. То есть келесің, маған айтады, маған мынандай клип бар, маған сценарийін жазып бересің. Мен саған камера алдырып беремін, там оператор алдырып беремін, дальше өзің жасай дейді. Вот. Негізі Ол зато прикинь, саған сондай заказ келіп жатыр да, сенде комода тұр, брат. Вот, кстати, осы бойынша Моргеннің клипінде именно хорошо, что олар арендаға алды да. И арендаға алған адамдар өздерінің адамдары жүрмей ма түсіріп? Техник болып. Олар Ари алды, кранмен дәу. И Ари киіп кетті. Бірінші сценада еще. И ремонты матрицасын $20 000 деді. То есть, если бы олар өздерінің камерасын алып келгенде, скорее всего, тоже келетін еді да. То есть, мен ойымша, осы жағынан аренда жақсы. То есть, аренда аласың, түсіресің. Негізінде да, бұл сферада ше, арендамен жұмыс істеген өте ыңғайлы ғой. Ақшаны шығармайсың, компанияларға бәріне сметаны жазып бересің, аренда мынау керек деп. Болды, аласың да, түсіресің, болды. Сол $1 000 000-ге, $2 миллион теңгеге камера алып, басында ауыртпайсың да. Тоже мастерская Исаев тұр ғой, ол да соны айтады да. Вот. Енді қарасаңшы азанның путь. Вот путь азы да, оларға. Бәрін жинап алған, до того же ренталы бар, ең мықты Қазақстанда. До того аппараттарда камера там. Ол кезде менің ойымша рынокқа бастады олар, алғашқы олар. Жоқ та оборудование. Олар өздері жаңағыдай Ариға түсіргісі келеді, светтерді алғы келеді, и заказ береді да өздері керек болған екен. Менде сондай ғой, Шымкентте жоқ та, мысалы ана светтің өзін 300 бат та, Шымкентте табу қиын ғой. Жоқ, петличка да болмады ғой, банальный. Петличка мен ұнатпаймын да, біреуден сұрағанша, өзімде бар ма, керек кезде қолданамын. Үйде менде бар ғой, мысалы жаңа Астанада түсірдік қой съемкаға, 300 000 теңгеге кран сатып алғам ғой мен Америкадан, Эделкроннан. Онымен бар, жылына бір рет қолданбай, білмеймін, не үшін сатып алғам. Маркетинг болды да. Жатыр ма сен? Жатыр әшейін. Кран. Қандай? Фотосъемкаға сүрем деп, алғам да. $1000 Эделкрон дегені, короче. Рельстармен, по-моему, сынаймыз. Ертең хабарласамыз жеке. Электрический. Ертең аренда болып жүрмейік. Мен атау лауан алайын деп отырмын 24. Ең, соны мен арманым ғой, қалай алсам болады деп. Соны алайын деп таптым, қарағанда. Заказ бересің, келеді. Оны білесің, 2 версиясын алған дұрыс. Оны кейін сөйлесеміз. 14 қой. Давайте 14 миллион. Да? Мен ойымша өте керемет бір подкаст болды. Даже видеография саласын жақсы түсінбейтін адамдарға өздері түсінді деп ойлаймын. То, что бұл жерде, например, даже мына цветтерді қойып, оборудование қоюына бізде 2 сағат кетті. Мынау приблизительно салған кезде 15 миллиондық оборудование тұр. Осы нәрсені түсіру үшін да. И адамдар мобилограф ала салам, бете салам деген кезде сол нәрсені түсіну керек. То, что егер де сіздер мықты бренд, үлкен компаниялар, все-таки бізде сол салаға ақша құю керек, маркетинг жағы болсын, именно медиа контент жағына, и түсіну керек то, что жақсы маман стоит хороших денег, и ол сол ақшаға лайықты, ответственность туралы айттық қой да, ответственно жұмыс істеп, команда ретінде біз Шымкентте
мықты проекттер жасай аламыз. Да? Сол үшін бағана жиында қызық не қылдық, сөйлестік. Давайте бір көрейік. Бір компаниямен сөйлесіп, да, и показательный уровень. Да. Жоқ, тут уже біз, наверное, ондайға жеттік, что наше портфолио кейбір кезде может за нас сказать, показать, что мы можем. Можно найти просто минимально, там, кого какая сумма устроит, все вместе взять и по минимальной сумме что-то сделать крутое. Допустим, я могу дешево, могу бесплатно сделать, но охота, чтобы там тоже не получилось, как с обучением. То есть бесплатно дал, а не... Чтобы люди понимали. Потому что у меня уже шины, уже уровень, действительно. Да. ДНДК, вот он говорит, у него кран, допустим, стоит. У нас то же самое. Я думаю... Әркім бұяқта бір-біріміздің мнениемізді уважать етіп, комментарийге жазып кетіңіздер, тіркеліңіздер. Бұл әшейін просто галочкаға сөз емес негізінде. Әрбір сіздеріңіз ойларыңыз, лайктарыңыз, комментарийлеріңіз ол маңызды. Бізде осындай қазақша подкаст Шымкентте түсіру туралы. Егер де өздеріңіз пікірлеріңіз болса, келесі подкастта именно қай темада түсіруге комментарийде жазып кетіңіздер. Байлықтарыңа үлкен рахмет. Спасибо за смену. Таңертемен бір сұлу суға келеді, суға келеді, суға келеді.